мынау таразының екі басын тең ұстау қиын, бірақ ортасын табу одан да қиын да. Сол жағынан біздің жастарымыз қазір өте бір қиянат көріп жатқан сияқты ғой. Жылап жүрген әйелдерді көп көреміз. Иә, және баласымен алысып жүрген әйелдерді көп көреміз. Бұл неден деп ойлайсың Жан? Көбінесе адам баласы өмірінде істеп жатқан процестердің бәрі оның өміріндегі түп санасында қалыптасып қалған өткен шақтағы қиындықтардың арқасынан сол пайда болады. Мысалы, ол тәжірибе, ол өмірлік оның болып жатқан процестердің бәрі түп санасында қалады. То есть бүгін күнде әйел адам балаға көңілі қатты бөлініп кетсе, ол кішкентай кезінде көңілсіз қалған. Оны өзіне жетпеген нәрсені соны баласына беруге берем деп отыр. Иә. И оны ақылмен бәрін түсініп тұр ғой. Иә. Бірақ ол ақылға салатын нәрсе емес. Мысалы, адамның іші ауырса, бас ауырса, тісі ауырса, бір жер қақсап тұрса, дәл ұйықтаған сәтінде көзін жұмады ғой. Сол сәтте аурудың бәрі жоқ болып кетеді. Қайда кетеді сұрақ? Ауру сонда денеде ме? Әлде анау ұйықтап қалатын баста болып тұр ма? Сол жынды бас екі аяққа маза бермей тұр. Енді бүгін күнде чат GPT бар, Google бар, бүкіл ақпарат бәрі бар. Технологиялар сондай қатты дамып кетті, бірақ проблемалар азайып жатқан жоқ. Ажырасу азайып жатқан жоқ, аурулар, балалардың аурулары азайып жатқан жоқ, адамның бойындағы дерттер азайып жатқан жоқ, наоборот көбейіп жатыр. Значит, сұрақтар баспен шешілмейді. Сұрақтар мына жерде шешілу керек. Әрине. Заман кең, пейіл тар. Бұрынғы кезде наоборот болады. Солай болды. Біздер мысалға өзіміз білеміз. Әрқашанда мен өзім әкем жалғыз баласы біреудің. Сол кезде мысалға қазір біреудің жалғыз баласы болатын болса, ананы кәдімгі бауырсақ қылып өсіреді ғой, деп отырады. Менің әжем марқұм үлкен анау неге кетіп қалатын Ресейге әкем жұмыстармен. Сол кезде бүйтіп отыратын: әкелеріңді бір Аллаға тапсырдым дейді. Болды. Оған ешкім алаңдамайтын да, ешкім ештеңе демейтін де, әйтеуір бете жүрегім бір жақсылық сезіліп тұр. Бүгін кеште келеді ау деймін дейді. Бітті. Сол әкем келеді. Қараңызшы, ананың сезімі ол алдамайды ғой. Бірақ ол Аллаға тапсырғаны соншалық, баланың қалай жеңіл кетті, солай жеңіл аман есен келеді да. Енді қараңыз, адамның миы бір 250, 300, 400 граммдай болады. Сол кішкентай миымен бәрін контролировать еткісі келеді. Бастығы болады. Жаңағыдай аналарымыз ана кішкентай миын өшіреді де, үлкен мега мозг бар. Құдайға айтады: сен баланы сен қара. И орыста бір сөз бар: сердцу не прикажешь деген. То есть жүрегіңді бағындыра алмайсың деген. Сол жүрекке сезімді беретін сол Құдай сездіріп қояды. Бұрынғы кезде аталарымыз жорықтан бір жақтан келген кезде туысқандардың бәрі келеді ғой, қанша бір жылдап келмеген. Сол кезде апамыз бүйтіп бұрышта отырады. Енді үйдің келіні ғой. И атамыз келеді. И сол кезде екі бөлменің екі жақ бұрышында отырады да бір-біріне бүйтіп көздерімен созылып қарайды. Түсініп сол жерде жүректерімен қауышады. Сезім деген сағыныш сөз жоқ, бәрі айтылды, бәрі істелін, ана жерде уже оймен бүкіл процесстер болып кетеді. Барлығы сағынышы басылып, бір-бірлерін түсініп, міне осы ғана мен осы бүгін осы тақырыпты қозғадым. Арақ ішіп алатындардың әңгімесі бар ғой, мәселе ішкенде емес. Мәселе көңілде дейді. Ол бейшаралар ақылдарын қосып, ішіндегі көңілдерін жақындарына айта алмайды, үйінде әйеліне айта алмайды. Неге? Өйткені кішкентай кезде ер баланы қалай өсіреді? Жап, аузыңды, үніңді шығарма, сен еркексің ба, еркек емессің бе, қазір жылап жүрсең ертең өскеннен не боласың деп, оны кептеп тастайды. Кептеп, түйіп, жауып тастайды. И ол сезімдер қашан шығады білесіз? Банкың ішіне мариновать етіп тастайды ғой. И оның бәрі анау баклажканың ішінде тұрған қымыз сияқты жылдайды. И 40-қа жақындаған кезде қылық шығады дейді. Дұрыс, переходной возраст болады дейді. Сол кезде еркекте сезім пайда болады. Еркек сезе бастайды. 40-қа дейін сезім жоқ. Қазіргі жастарда бар. Біздің поколениеде 40-та, мен өзім қазір 40-тан енді асып сезім пайда болады. Сезбейтінмін. Әйелім қасына жақындаймын, қолынан ұстаймын, қолын ғана ұстап отырмын, сезбеймін. Қазір келіп қолын ұстасам, мен жүрегінің үнін естимін ғой. Қасымда отырғанын, оның демалғанын, оның болып жатқан соның бәрін жаңа 40-та қылық шығады деген соң. Алламен байланыста басталды ғой сен.
ерте түсіндің одан кейін сезім. де болып жатыр. Әйелдерге бұл сезімді Құдай туғаннан беріп қояды. Аллаға шүкір. Олар кішкентай кезінен сезіп жүреді. Иә. Бірақ ол әйел жаңағы ақылды еркекке күйеуге шығады ғой. Мгм. И ол еркек ақылмен ана әйелді басып тастайды. Сөйтіп ол бір ход жасаса, әйел уже екі ход жасайтын ой соған тәрбиеленеді. Мгм. Сөйтіп 40-та еркек әйел сияқты болып қалады ғой. Мгм. А әйел уже үйде еркек болып отырады. Мгм. Сол кезде бастайды, мен екінші қатын аламын ау, А, мен бір жас қыздарды көремін ау. екінші қатынның несі осы. Мына жүрегіне жетпей тұр. Жүрекке. Бірақ ондай нәрсе неге жетпейді? Кейбіреуге нормальный болып тұрады, Мгм. кейбіреуге нормальный емес. Сол екіншісін іздеп жүргендердің әңгімесі төркіні анау кішкентай кезінен басталады. Мгм. Нағашыларына кішкентай кез туылған кезінде салып жібереді. Мгм. Сөйтіп ол апасы мен атасының қасында жүреді. Мгм. Ол жақсы. Бірақ бала 7 жасқа дейін анасының махаббатын до конца ала алмаса, Мгм. ананың махаббаты ақ сүтке тең. Мгм. Сүт омырауға келген кезде қан болып келеді де, сосын сүтке айналады. Иә. Анасының сүтін іше алмаған ер адамдар өскеннен кейін анасына ұқсайтын анау келін ененің топырағынан дейді ғой. Мгм. Мгм. Расында ол күйеудің түп санасындағы суреттердің нәтижесі. Мамасының жетпей тұрған суреттер бар. Сол мамасына ұқсайтын біреу тапқаннан кейін осыдан аламау дейді да махаббатты, ақ сүтті. Бірақ әйел сүт бере алмайды. Иә. Сүт жоқ, несін ішеді? Қанын ішеді. Қан ішеді. Осы жерде басталады. Міне. Төркінін түсініп отырсыз ба, қайдан Енді шығады? түсіндік, иә. Сөйтіп анау 40-та сезім пайда болды. Енді қазір Сүт іздейді, жоқ, мен саған, я тебя не могу быть мамой, я там психолога был, ты не сепарирован, анау мынау дейді. Анау түсінбейді не істеу керек екен. Мгм. Сөйтіп ана жерде таңқ етіп шалқасына түседі. Жаным. Сосын или ішеді, или наркотикке барады, казиноға кетеді, жас қыздарға барады, іздейді. А көбейткіштің орнын ауыстырғанмен, іздейді ғой. жылулық емес, анасының махаббатын іздейді. Анасының махаббаты. И ол сол еркек 40 жасында есейіп сол сезім пайда болып жатқан кезде анасына деген көзқарасын өзгерту керек. Мен бір Арман Юсуповпен бір подкастта осы жайлы айтқан едім, қазір осы жерде де айтып кетсем. Анамен қарым-қатынасты дұрыстау үшін бала отырып алып жатар кезде анасына хат жазу керек. Анашым, мен сізге лайықты ұл бола алмасам кешіре аласыз ба? Үмітіңізді ақтай алмасам кешіре аласыз ба? Сізді ренжітіп қойған сәттер болса кешіре аласыз ба? Мынау үшін кешіре аласыз ба? Мынау үшін ана жерде қатты кеткен еді, мына несі шығады, соның бәрін жазу керек. Сосын екінші пунктте бойымдағы қан үшін алғыс айтқым келеді. Сіз болмасаңыз мен бұл дүниеде болмайтын едім. И қандай жақсы сәттер болса соған алғыс айтып жазады. Таңертең тұрып ананы өртеп жіберу керек. Күнде ме, неше күн жасау керек? Ата-анасы тірі болса 7 күн жазу керек. 8-ші күні анасының алдына барады, тізерлеп отырып, оның көзі анасының көзінен төмен болу керек. Қолынан ұстап, көзіне қарап, жаңағы бәрін айту керек. Осы жерде тәкаппарлық оянады ғой. Ойбай, ай, мынандай атмосфера пайда болады. Анам түсінбей қалсашы. Анамның жүрегі ұстап қалсашы. Біздің өмірде ондай болмаған ғой. Анам, күлетін шығар. Онда кетші бар, жындысың ба, не істеп жатсың, өлейін деп жүрсің ба деп айтатын шығар деп. Сөйтіп әртүрлі шешімдер іздей бастайды. Бармаудың амалын іздейді. Иә. Түбінде анаға керегі сол ғой. Аналар балаларынан путевка, хажылық, киім, машина күтпейді. Просто анау мойындау да, мойынсынып, анашым деп алдында кішірейсе, мысалы шариғатта ең үлкен күнә Құдайға серік қосу. Құдайға біздің намаз керек емес. Дұрыс па? Не үшін 5 уақыт Құдай бізді намазға тұрғызып қойды? Мойындауымыз керек. Мойындау, тәкаппарлық. Серік қосу деген басқаларды мойындап, Құдайды мойындамау. Сол сияқты ананы мойындамайсың, бүл өмірде қатындардың бәрін мойындайсың. Ана красивая, успешный ана, мамаң мойындалмады ма? Сенің өміріңде есі дұрыс әйел ешқашан болмайды. Оның есі дұрыс болса да, сыйған келген кезде Құдай оны жынды қылып қояды ғой. Енді қараңыз. Бұл өзінің қалінен қашады. Әйелінің қасындағы қалінен қашады. Қашып басқасын алады. Оның қалы 2 аптадан кейін қуып жетеді ол. Дубайға кетеді. Дубайда Америкаға кетеді. Проблемадан қашып кете алмайды ғой. Мен жақында бір нәрсе естідім. Америкада жүрген қазақтардың бәрі ренжіп жүрген қазақтар екен ғой. Солай ғой. Ол өзінен проблемадан қашам деп жүрген адамдар, менде осы 6 ай Аланияда тұрып келдім, Түркия елінде. Сондай қазақтардың бәрі қашып кеткен. Енді ренжу деген нәрсені, ренжим деген ниет еткен адам, оны ренжітпесең де ренжиді. Мысалы, анамызбен барлығы енді аналарын тойға апарады ғой. Сөйтіп тойға барардың алдында анасы бүйтеді. Енді құдағидың тойына ортақ болайық. $100 пакетке салады, конвертін алып барады. Құдағидың тойына ортақ болайық деп барады. Енді ниетін айтып жатыр ғой. Барайық деп. Сөйтіп барады.
барып алғаннан кейін бәрін бітеді, қайтар кезде жолда әңгіме басталады. Сөйтіп дейді да, анау салаттарын столға қоймаса да болады ғой, не салат анау, жеуге келмеді ғой. Екінші горячиялары вообще адамға жейтін емес. Сөйтіп ана жерде тосты дұрыс бермеді, дұрыс күтіп алмады, анаған андай шапан кигізім, то есть ренжіп қайтты. Тойға кірердің алдында ол тілімен ниет етеді жұрттарға көрсетіп, ортақ болайық деп. Бірақ түпкі ниеті ол уже баяғыда шешіп қойған. Құдағидың косягын табам деген. Түйсікте жатыр. Жатыр түп санада. Өз түсінбейді. Қазіргі күнде 96% адам ішіндегі болып жатқан ниеттерін, процестерді түсінбейді. Бот болып бағамыз ғой. Өйткені өзін танымау деген осы ғой. Болды. Қазір былай қарайсың, оқығанмын, 2 дипломым бар дейді, қарап отырасың да, бірақ аяйсың да сол кісіні. Сол 2 дипломы бар адамды аяйсың. Кей кезде ойлайсың, баяғыдағы 1 класс оқымаған апаларымыздың деңгей, ойлау деңгейі сенен жоғары еді ғой деген ой келеді. Кеңдік жоқ, жаңағыдай өзің айтқандай, барлығы іштарлыққа, жоюға, бір кей кезде ойлаймын, бір вампиризм заманына өтіп кеттік па дегенде бір ой келеді кей кезде. Сені жеп қоюға дайын тұрады. Қазір бір сөздің құладың ба, баяғыда айналайын, мына қателесіп кеткен шығар деп түсінсе, қазір сол жерден сені ұстап, сені төпештейді. Тағы мен мына жерде қазір қоғамда қателесіп жүргендердің бәрі өз-өзін таба алмағандардың бірі жарайды. Бірінші мені бір қинайтын, баяғыда біз 10-ші класс бітіргенде кім болатынымызды білетінбіз. 4-ші, 5-ші класста мен актриса болатынымызды білгенбіз, Қазір 11-ші класстың баласына барсақ, не знаю, мама знает дейді. Білмейді өзін кім болады. Сөйтіп жүрген дүбәрі, енді сол дүбәрі тәрбиелеп жатқан ата-аналарға не айтар едің? Қазақта бір сөз бар, көрген істейді. Бала ол анау болам, мынау болам деп оқып өссе де, бірақ ол сезімін танып, өзіне ұнайтын жұмысты бір 30-дан асар кезде бастайды. Кейбіреулер ерте бастап кетуі мүмкін. Соған кеп Құдай соған салып қояды. Бірақ оның ішінде рухани өсетін заттар болса, оның қиын жерлерге апарады. Қиын жерлерге барғаннан кейін анаумен конфликт болады, анау болады, мынау болады, сол арқылы ол рухани тәрбиеленеді. Корректировка болады. Сөйтіп корректировканы өтеді де, біз мысалы психосоматика, мен таможникпін. Әкем таможня оқытқан. Сөйтіп түбінде Кока-Колада таможняда істедім, акиматта істедім, әртүрлі салаларда кәсіпкерлерді кәсіпте жүргіздік. ТУ Алматинский сладости деген компанияның генеральный директоры болдым. Сосын Greenway деген сетевой маркетинг тряпка сататын компания бар ғой. Сол жерде ең бірінші топ-менеджер болдым, ер адамдар. Бәрі әйелдер ғой аналар, крутойлардың бәрі. Солардың ішінде бірінші еркек болып мастер деген атаққа сол жерге ендім. Өзбекстан, Прибалтиканы аштық. Бірақ түбіне келген кезде, сетевойда істеп жүрген кезде, мен адамдардың ішіндегі болып жатқан нәрсені сезе бастадым. Халықпен қызмет ету дегеніміз. Сөйтіп 15 жыл бойы, 15-16 жыл бұрын халал деген бағыт Қазақстанға кірді. Сол кезде Сәрсенбаев Марат Агибаевич деген кісі болды. Қазір көк логотип бар ғой, халал деген. Сол кісі бастаған еді. Біз сол кісінің армиясы болатынбыз. Бұл кезде жасым 23-те, 24-те. Баласы. Тегін акиматтарға барамыз, министерстволарға барамыз, выступать етеміз, халалдың не екенін жеткіземіз. Второзаконие, стих 8, хоть и свинья парнокопытная жвачка, она не жует, ее мясо для вас запретно. Бақара сүресінің 173 аятында өлексе, қан, және шошқа и Құдайдың атымен сойылмаған нәрселер жеуге болмайды деген нәрсе. Соны медицина тұрғыда дәлелдеп сөйтіп жеткізетіміз. 600-ға жуық имам оқыттық. Халал мен харамның не екенін. Бірақ өзім таможник. Сөйтіп соның бәрін оқытам, и түбінде келген кезде психосоматика маған кеп түседі. Сол сәтте менің белім ауыратын, 3 жерде грыжа болатын белімде, давление биік болатын, сосын ішім қатып қалады. Аптасына 1 рет барсам праздник болады, болмаса одан да туғаннан сондай ауру болады. Сосын гайморитм болады. И барлығына барсам кесу керек дейді. Грыжаны кесіп тастау керек дейді, гайморитті тесіп тастау керек дейді, ананы күйдіріп тастау керек дейді, бәрін шауып таста, күйіп таста, алып таста. Не болып жатыр түсінбеймін. Бірақ жаңағы 23 жасымызда Құдаймен танысып енді исламға келдік қой. Сол кезде мойынсұнып келген кезде барлық жерде Құдай 1000 ауру берсем, 1001 шифа бердім дейді. Анау келмейді. Қалай бүкіл әлем зерттеп жатыр, бүкіл әлем көрсетіп, бірақ ауру емделмейді. Не болады түсінбеймін. Сол кезде жаңағы білім берсең, жаңағы адалынан пайдалы білім бер деп сұрайтынмын. Соны кішкентай кезімнен біреу апам ба, атам ба салып қойған.
соны сұрап жүреді. Бір күні психосоматикаға келіп тірелдім. Сезім жоқ. Айтқан нәрсесі қызық, бірақ ол жаңағы страх бедности дейді. Кедейшіліктен қорқыныш бел ауруына әкеп тудырады дейді. Миым жарылып жатыр. Сөйтсем, адамның миының артында нәпсі тұр. И ол мынау ми болса, нәпсі кеп сыбырлайды. Ей, аштан өлесің, күніңді қалай көресің? Ананы беріп қойсаң, мына бүйтіп қойсаң не болады деп қорқытады. И бұл ми қорқа бастаған кезде, өткен шақтағы қиындықтар бар ғой. Соларды алады да болашақта қайталанып қалады деп қорқытады. И бұл қорқыныш ми істеп тұрған кезде жүрекке барады. Адамның жаны тұтқынға түседі. Енді қараңыз. Ми өшіп қалған кезде жан кайфовать етеді, дене кайфовать етеді. Бағанағы әңгіме. Сөйтіп адам ойлаған кезде жаңа фассы мен анау еттің арасындағы аппақ пленка бар ғой, фас, не дейді қазақша, шандыр дейді ме? Шандыр. Сол арқылы ақпарат фырырт етіп өтеді, и адам беліндегі бұлшық ет бүйтіп айналады. Кедейшіліктен бел деген қазақта өзі белсенді, белге байланысты көп нәрселер бар ғой, и белден кеткен кезде оның түбі кедейшіліктен қорқыныш екен. Мына қараш, кедейшілік мен ол ата-анадан да келетін қорқыныш қой. Мен соған келтіріп жатырмын. Енді қараңыз, қорқыныш ол қорғанның жоқтығынан. Енді адам ақылды ғой, ол неге қорқып жүр деген әңгіме. Ол ақылы толмаған кезде, түп санасы қалыптасып жатқан кезде әкесіне реніш пайда болып қалған. Адам өміріндегі бірінші қорқыныш, ол бірінші қорған ол әке. Әке тұлға ретінде қабылданбаса, сондай адамдардың жаңа вероятность үлкен белден кетеді. Сөйтіп әкем алдына барып жаңа нәрсені істеймін. Сөйтіп әкем жынсың ба, шегіп ағасың ба, ішіп ағасың ба, жынсың ба, ары кетте қуып жіберді. Ол кезде мен дайын емеспін. Екінші рет бардым, үшінші ретінде батасын берді, бақытты бол деді. Сөйтсем мен атам мен апам қолында өскен мен ғой. Жаңағы әйелдің қанын ішетін мен ғой. Өзім жайлы айтып отырмын ғой бағанадан бері. Сөйтіп соны түсініп, қазір түсініп жатырмын. 20 жыл болды әйеліммен тұрып жүргеніме, 15 жыл қан ішкем ғой. Жаным. Қазір соны түсініп, Құдайға шүкір, неке қиған күні уәде бердім ғой, бақытты қыламын деп. Сол уәдемді ұстауға тырысып жатырмын. Қазір Құдайға шүкір бақытты. Ол ең басы түсіндің да. Бұл өмірден түсінбей өтіп кететіндер қанша. Енді қараңыз, психосоматика арқылы жаңағы адамның түп санасындағы болып жатқан қателіктерді тапса болады екен. Бірақ ол қателіктерден Европа ғылымдары тек қана аффирмациямен емдетеді. Мен өзімді қабылдаймын, мен болашақтан қорықпаймын, менің белім өзінен өзі жазылып кетеді деп сөйтіп сондай аффирмациялар береді. Енді біздің жаңа 15-16 жыл бойы шариғат жақта халал мен харамды ажыратудың жолында жүрдік қой. Қанша организациялар, Марғұлан Сейсенбайдың АО Алел Агро деген компаниясын 10 жыл жүргізіппін. То есть компанияны маған беріп қойды, сізге карт бланш, білгеніңіз істеңіз, бірақ ет халал болу керек, адал болу керек. Ол адал болу үшін адамдардың ойы адал болу керек та жерде. Сөйтіп 10 жыл сол жерде жұмыс істеген. Енді кеп ана психосоматика алдымызға келеді, соны зерттеп ішіне кірген кезде әр эмоциональный блок күнә. Кедейшіліктен қорқыну, ризыққа күмәндану деген. Аллаға сенбеу. Давленияның көтеріліп кету, Құдаймен жағаласып жұрттарға көмектесу. Жұрттар сұрамайды, сен көмектесесің. То есть давлениясы жоғары адамдарды сұрамаса да жұрттарға көмектесіп жүреді. Ал не үшін көмектеседі деген кезде, оның түп санасында мен жаманмын, мен керек емеспін деген травма қалыптасқан кішкентай кезінде. Сондай адамдар өскеннен кейін өзінің жақсы и керек екенін дәлелдеу үшін жұрттар сұрамаса да көмектесіп жүреді. Сөйтіп апаларымыз давлениялар басып өтіп давление. Қазір екінің бірінде давление. Сосын ауылдың апалары чай ішеді ғой. Чайшик, а то давление түсіп кетті дейді. Басы ауырып жатыр чайшик дейді. Не үшін? Өйткені ауылда өмір қызық болмай қалған. Бір текті ғой. Уже ана черно-белый кино болған кезде давление деп түседі. Капиллярларға давление керек, норма керек. Көмектессе көтеріліп кетеді. Өмір қызық болмаса түсіп кетеді. Енді психосоматикада біз қазақ өзі аффирмациядан алыстау қалыппыз. Енді қазір өзінің басқа методикалары бар шығар, емдеуге. Қазір қараңыз. Әр ауру ол күнә ғой. Күнәдан құтылу үшін не істеу керек? Тәубе ету керек. Тәубенің бірінші шарты мойындау. Мені сұрамады, мен жұрттарға көмектесіп жүрмін. Күнә. Кедейшіліктен қорықтым, күнә. Тізесі ауыратындар, мен білем дейді. Құдай біледі демейді, мен білем дейді. Мен шешемді көріп отырмын. Менмендігі бар. Бауыры ауыратын адамдар. Олар салғыласа береді. Өзінікін айтып салғыласа береді. Бүйрегі ауыратындар біреулерге жағымпазданып жүреді. Щитовидкасында проблемасы бар адамдар өзінің бірегей тұлға екенін қабылдай алмайды.
жұрттың бәрі тез, мен баяумын. Жұрттың бәрі баяу, мен тезбін. Өйткені шешесі ұрса берген, бол тез, иттің баласы, жұрттың балалары болса, анау жүр, сен болсаң ертең енең жеп қояды дейді. Сондайларда щитовидкада проблема болады. Омырауында проблемасы бар адамдарда олар оң жақ омырау күйеуіне мама болып алған, анасы болып алған. Ұлы сияқты жата бер, өзім істей салам, бүйте салам, бір табағын істеп, анау аяқ қол сау, бірақ баласына қараған сияқты. Сол жақ омырау, братишкалар сескеніп тұрысқандары, то есть мамасы айтқан, аналарға сен тілі көз болып жүр, сен аналарға қара, ертең мен өлгеннен кейін сен соларға бас болып қаласың деп, үлкен жауапкершілік. Мама болып қалады. Жақында бір мектептің директоры келді. Сол жақ омырауында опухоль, кесіп тастау керек деп жатыр да, рак дейді уже. Мен мамамдікін де кесейін деп жатыр. Енді онда ана кісінікін кеспеді. Да. Сөйтіп ол кісі неге мектептегі мұғалімдерге мама болып алған ғой. Ауылда анау күрке тауықтар бар еді ғой. Бақ деп балапандарын жинап жүретін еді ғой. Сөйтіп мен айтамын ғой, сіз қанша күнә істеп жатсыз? Қайда күнә, мен наоборот оларға көмектесіп жүрмін ғой. Жоқ, сіз оларды әлсіздікте қолдап жүрсіз. Иә, әлсіздікте қолдап жүрсіз. Өйткені ертең сіз болмайсыз, басқа директор келе ме, анам бәрі кетеді сотталып. Қазір сізді соттау керек деймін да. Неге десем, дисциплинарный комиссия 1, трудовое законодательство 2, мына жердің бәрі коррупция, сговор ғой. Преступный группировка болып жүр ғой. Ойбай, астағфирулла дейді. Астағфирулла деп сіз Құдайдан кешірім сұрайсыз. Сізге тәубе ету керек деймін да. Ол қалай дейді. Біз постоянно тәубе етеміз ғой дейді. Тәубе. Жоқ, тәубенің шарты бар. Біріншісі мойындау, екіншісі енді үйтіп сол күнәні қайталамаймын деп уәде беру. Осы жерде адам емделе бастайды. Орыс тілінде пока я не я дейді. Мен өзім ақиқи өзіме қайтпағанымша, рухыма, жаныма, денеме қайтпағанымша, мен ол нәпсі болып тұрды, эго болып тұр. Енді адамзаттың тарихына барайық. Адамзаттың тарихында адамды жаратқан кезде Құдай періштелер мен ібліске не деді? Сәжде етіңдер деді. Ібліс, мен оттан жаратылғам деді. Бұл топырақтан жаратылған. Дәрежем биік, мен бармаймын деді. Істемеймін деді. Сол кезде Құдай тозаққа кетесің деді. Енді тарих қой. И сол сәтте ол айтты, маған уақыт бер, ақыретке дейін. Сенің жаратқан адамдарың көбісі менің артымнан кетеді. Сөйтіп уақыт беріледі. Енді ібліс қайда қазір? Ватиканда тұра ма? Дубайда тұра ма? Қызылордада тұра ма? Алматыда тұра ма? Жоқ. Мидың ар жағында эго болып бүйтіп отыр. Мен істедім, мен көмектестім. Мен деп отырған сол. И ол эго адамның жанына тікелей кіре алмайды. Ол миға уәсуәс етеді. Адамның көкірек көзі жабық адамдар ғой бұлар ше. Ондай адамдар неге ешқашанда мен жүрген жерде айтатыным, эго жаңа тәкаппарлықты жеңе алмаған адам бақыт деген нәрсені сезінбей өтеді. Мен бір түсінгенім бұл. Алданып қалады. Жынды бас екі аяққа бүкіл денеге тыныштық бермейді. Сөйтіп түбінде бәрі просто болып тұр ғой. Әр секундта или сен рухыңнан, жүрегіңнен шығып тұрған нәрселер істейсің, или ақылға салып, анализировать етіп, обдумывать етіп, ақылыңмен істейсің. Бірақ оның ақиқат емес екен, біраз уақыт өткеннен кейін маңдайыңа тиген кезде әттен сол кезде сезгені мау деп отырады ғой адамдар көбісі. Сондықтан жағы сіз айтқандай апам сезетін еді. Ойбу, бүгін жүрегім сезіп тұр деп. Құдай адамның бәріне сездіреді. Просто біреу оны ұстай алады. Біреу ақылына салып қойшы деп жүре береді. Бізде қазір жүректердің қатып кеткен қола жүрекке айналған заманда өмір сүріп жатырмыз. Біз жаңа халалда жүрдік қой. Халалда өлексені жеуге болмайды, қанды жеуге болмайды, ішуге болмайды. Өйткені ол арам болып берілген. Енді өлексенің бойында өлексе информация бар. Арам өлген малдың бойында мертвечина. Арам жаңағы өлексенің ақпараты бар. И ондай нәрсені жей беретін адам, оның жүрегіндегі анау халал деген логотип стирация етіле бастайды ғой. Осы жерде қатыгездік пайда болады, түсінбеушілік пайда болады, жүрегін тыңдамау деген. Қазір ақылды заман. Бірақ ол ақыл көмектесіп жатқан жоқ. Өкінішке орай. Мен өзім өмірден түйгенім жаным былай да. Білім мен ілімді адам қатар егермеген кезде адам расында да жаңағыдай бір жақты болып қалады екен да. Біз қазір жаңағы дипломмен мақтанатын заманда өмір сүріп жатырмыз. Ал өмірдің деген арнайы кітабы бар ғой, оқылмайтын жаңағы сезіммен де келетін жаңа ілім деген нәрсе бар. Осыдан алыстап кеткеннен кейін ба біз қазір тек қана жаңа буквоед дей ма қазіргі заманда сол арқылы көп қиындыққа ұшырап қалып жатырмыз.
соғылып жүрген жастарымызды көргенде әрине қорқасың, аяйсың, айналайындары бір соғылғаннан кейін баяғыда бізді ойланушы едік қой деймін да. Сендердің көз ашық заманда көкірегі оянып, керемет заман ғой былай қарасаң. Иә. Бүкіл информацияның керемет заманда соғылып жылап жүрген жастарымыз өте көп. Нәпсісіне еріп кеткендер ғой. Ақылға салып алып, материалдық құндылықтың құлы болып кеткендер. адамзат бүгін күнде жүрегімен сондай қатты байланып қалған дүниеге. Ананың рухы жерден 1 миллиметрге көтере алмай қалған ғой. Бұрынғы кезде әулиелер мультиктерде, киноларда көрсеткен еді ғой. Бұрышта бүйтіп орындықсыз ауада ілініп тұратын ғой. Иә, Али Баба деп айтушы еді. Баптар сондай еді ғой. Иә. Кезінде баптар бір қаланы дұғалармен бүйтіп жауып қоятын, үстіне одеялмен ше. Енді қазір оны тыңдасаң, әңгіме мынау қуама деген әңгіме. Ертегі сияқты көрінеді қазір жастарға бұның бәрі. Кезінде айтатын, ойбай, ағып келе жатқан суды қайтаратын дейтін да, мысалға, иә. Орнынан өзеннің несін жаңағы дұғамен ағысын, жаңбыр өзгертетін дейді да, мысалға. Ал енді бұл бізде сенімнің жоқтығынан да, Алла дегенді біз мойындамағанда, қазір шыны керек, біз қазір бір 3 рет Алла деп айттық екен, сен вахабист немесе салафит болып шыға келесің. Содан кейін де мына көрдіңіз бе, қазір бірдеңе айтудан да қорқатын заманда өмір сүріп жатырмыз ғой. Ал былай қарасаңыз, әрине біз адамның емес, Алланың разылығы үшін жаңа жұмыс жасауымыз керек қой, өзімізше, барымызша. Біз қазір адамның көңілін табамыз деп, соның ішінде ең бірінші біз қазір мына ата-ана деген соңғы адам болып қалды. Бастығының көңілін табады, көшедегі адамдардың көңілін табады, бірақ ата-ананың көңілін таппайды да. Жаңағы осы әңгімеңізге байланысты ата-ананың көрермендерге айтады. Ата-ананың көңілін бірінші табу үшін ата-ананы мойындау керек. Ата-ананы мойындау, мысалы, әкесі төрде отыр, бір досым айтатын еді досын. Әкесі төрде отыр, балам отын алып келші дейді. Папа, біз ЖК-да тұрамыз. Қаланың ортасында 21 ғасыр, қайдағы отын, ты что говоришь дейді. Иттің баласы. Сөйтіп кішкене ұлы келді, бер кел. Не болып қалды папа? Отын алып келші. Болды деп қалып кетіп қалды. Сөйтіп есіктің алдынан 1-2 шыбық әкеліп подъезге салып қояды. Әкелдім дейді. Ой, жаным, сол бақытты бол дейді. Әкеге отын керек па? Жоқ, оның сөзін жерге тастамай, әке бір ауыз сөзіңіз деп жүгіріп кету. Мойындау. Дәл сол сияқты ата-анамызды күнделікті біз мойындауымыз керекпіз. Ол мойындаудың бір техникасы, таңертең ерте тұрып, адам Құдаймен шаруасын бітіреді ғой. Сосын әкесіне, анасына жазып, әке, бүгін күнге батаңызды бересіз бе? Анашым, бүгінгі батаңызды алсам бола ма деп, күнделікті батасын. Сообщениемен жазып жіберу керек. Мысалы, мен сізге қазір көрсетемін. Күнделікті таңертең. Сол кезде ата-ана, анасы да, әкесі де өзін қабылданғанын, әке ретінде, ана ретінде қабылданғанын сезеді. Мойынданғанын сезеді. Мына қараңыз. Бүгін күнге батаңыз беріп қойсыз ба, что мен таң атпасын. Мынау мамам. Уалейкум салам. Аллах тағаланың сансыз мақтаулары мадақтар болсын бүгінге жеткен. Аллахым бүгін күннің сәтті де берекелі болып өтуіне нәсіп етсін. Мынау вчера деп тұр. Мынау сегодня деп тұр. Ассалаумағалейкум, қалайсыз, батаңызды бересіз бе? Мынау бүгінгі батасы. Уалейкум салам. Аллах тағаланың сансыз мақтаулары мадақтар болсын. Бүгінгі таңды көруге нәсіп еткен. И күніге папаммен, мамамен күнде таңертең. Күнде бір уақыт таңертең сол кісілердің батасы алынады ғой. Сол алынған кезде міне әкеммен бүгінгі күнде жазулар. Күніге таңертең сол кезде әке батаңызды бересіз бе? Анашым батаңызды бересіз бе деген кезде мен оны мойындап екеуін алдында кішірейіп тұрамын. Құдай әке шешеңнің батасын алсаң, разылығын алсаң, не дейді? Мен саған бәрін беремін. Бәрі қабылданады дейді. Сол секрет түсінбейміз. Біз ойлаймыз, оған машина алып бердім, папама түсінбейді қадырын, қажылыққа жібердім, что-то недовольны, ананы әпердім, үйін салып бердім, бәрін айтқан істедім, бірақ недовольны болып жүреді. Ол жерге оларға дүние керек емес. Оларға просто анашым, әкешім, бір ауызы сөзіңіз деп тұрған сол сөз жетпей. Жылулықты осы ата-анаға керегі сол ғой. Баяғыда да апаларымыз айтатын, айналайын сендерден керегі біздерге сендердің бір ауыз жылылықтарыңмен бір кішкентай, апа мынау саған деп білесе соған мәз болып қалатын біз деп айтатын. Сол көңіл бір атым насыбайдан деп айтатын сол ғой. Сол ғой жан. Бірақ енді бұны біз қазір жастарға мына материалдық құндылықты ата-анадан жоғары қойғаннан кейін де бриллиант алып беру арқылы оны мен өтедім деп ойлайды. Ақ сүт деген нәрсе адамның ол
мысалға расында да ғой біз көңілмен әр нәрсені білдіреміз. Жақсы нәрсені де, жаман нәрсені де көңілмен білдіріп жатамыз. Сондықтан осыны жастарға тағы да бір техника, міне бұл да бір өте керемет анау инсайт техника болды, иә. Айналайындар, міне расында да ата-ананың күнделікті батасын алып отыру, мен өзім әлі міне жасым 55-ге келіп қалсам да ата-анамның әлі күнге дейін батасын осылай өзім алып отырамын. Бірақ енді бір-бірден алмаймын екен, чат арқылы алып отырамын. Бізде отбасылық жеке алдына барып тұру керек. Жеке, енді бұл да бір мен үшін, тіптен менің үшін өзіме бір жақсы инсайт болып отыр. Ахметжаным, енді мынау ауруларға келіп тоқтасақ. Өйткені қазақтың екінің бірі ауру десем артық айтпайтын шығармын. Ауру адамның бойында оның түп санасындағы қателіктердің соңғы конечный остановкасы. Соңғы остановка диагноз болып шығады. То есть адамның іште сезім бар ғой. Сол сезімді төбеден беріледі Құдайдан. Сол сезімді адресіне жіберу керек. Мекен жайына апарып жіберу керек. Бірақ біз ойлаймыз, ол түсінбей қалады. Ренжіп қалады. Мені жынды деп ойлап қалады дейді. Сөйтіп сезімін қоя салады. Ондай адамдардың екі жауырын ортасы ауырып жүреді. Екі жауырының ортасы ауырып жүреді ғой. Что-то дұрыс жатпадым, анау матрас дұрыс емес, жастық дұрыс болмады. Жастықтан көреміз дейсіз. Өтірік бәрі. Дәл сол жастықта қанша жыл жатып жүріп ауырмады да, менде болып тұрады андай санда. Үйге келатам шаршап жұмыстан. Мысалы, Ташкентке барып келемін, бір анада Швейцарияға барып келдім, бір 2 апта жүрдім. Сөйтіп қайтып келатқан кезде көңілім енді толқып, күшті болып, енді үйде жаңағы бала шаға бар, әйеліміз сағынып қалған дегенде, сөйтіп толқып келеміз. Келген кезде бүйтіп бір түрлі болып отыр әйелім. Бірақ оған айтатын сөзім көп еді. Бүйтіп қарамдай қойшы деп жатып ұйықтап қалдым. Таңертең тұрса, мынау что-то терезе ашып қалған ба деген әкемнің сөзі ғой. Қайдағы терезе? Жауырын артты не еді деп ана жерде есім жинап сұрадым өзімнен. Сөйтсем жауырдың арты сол жағы әйел адамға деген сенің ішіңдегі кеше шыққан сезімді жеткізбегенсің. Сол түйіліп сол жерден тұрады. Әр нәрсе тесіп шығады ғой, иә? Сол жақ әйел адамдармен байланысты. Оң жақ ер адамдармен байланысты. Енді күнә істелінді. Қандай күнә? Құдай маған сезім берді. И ол оған бір жерден көңіл жетпей қалды да, мен келген кезде ол қуанып қарсы алғысы келді, бірақ оның да ішінде бірдеңке ұстап тұр. И Құдай маған айтты, мына сезімдерді анаған жібер, оған керек болып тұр деп ше. И мен Құдай берген сезімді анаған жібермедім. Тәкаппарлық ойнап кетті ғой. Шештім да, мен біліп тұрмын ғой. Мен деп тұрмын ғой, кісі болып тұрмын ғой. Тәкаппарлық ойнады, жатып ұйықтадым, тық етіп тесілді. Ол таңертең тұрды, бәрі жақсы, күшті. Менде түйіліп тұр. Мен не істеймін? Өзімнен сұраймын. Менің денем маған не айтып жатыр? Құдай осы ауру арқылы не айтып жатыр? Алдында отырды. Сөйтіп қасына келдім. Мен кеше өзімнің білімсіздігімнен, шаршағанымнан жатып қалыппын. Бірақ айтарым көп еді деп айттым. Айтардың алдында иемізге айттым. Құдайым, сен кеше сезім бердің, мен оны что-то сен ерте беріп қойған сияқты деп күнә айтып жібердім дедім да. Енді қайдаламаймын. Бердім да сразу айтам. Даже ренжіп тұрсам да айтам. Мен саған қазір мына жерде ренжіп тұрмын. Бірақ айтардың нәрселерім бар. Бірақ тәкаппарланып айтпай қоямыз. Сөйтіп тез шығады. Оң жақ ер адамдар. Ағаң болуы мүмкін, папаң болуы мүмкін, әйел адамдарға. Етене жақын адам болуы мүмкін. Енді қараңыз, иә. Ол адамның, ол адам сенің көңіліңе тие білу керек. Танымайтын адам көңіліңе тимейді ғой. Кетші деп жүре бересің ғой. Көңілге тиетін адам болу керек. Значимость, маңызды адам. Енді қараңыз. Мен қатты ызаландым. Бірақ сырттай тіліммен, ақылмен сабыр деп қойдым. Адам ызаланған кезде өті көтеріледі. И ол көтерілген өт уже көтерілді ғой. Ол көтерілгеннен кейін жіберу керек та адресіне. Біз не істейміз? Ұят болады, сен әулиесің ғой, сабыр ет деп демалып, ананы сабыр деп, мына көтеріліп келатқан өтті басады. Сөйтіп өті толып жүреді. Өт толу деген содан ба? Сөйтіп барып не істеу керек? Келу керек, айналайын. Мен өзімнің білімсіздігімнен мына әрекеттеріңе ренжіп жатырмын. Менің өтім көтеріліп, қазір мына қышқылдықты беттеріңе шашам, қоймасаңдар. Или маған түсіндіріңдер. Бір келісіп сөйлесіп адамша жеткізейік. Или болмаса мынау болмайды деп, бір рет ауаға атасыз. Бастан атардың алдында бірінші ауаға атасыз. Айтып түсіндірдіңіз. Шекараңызды көрсетіп қойдыңыз. Менмен бұлай болмайды. Мен әлі рухани дайын емеспін.
Сіздің соған ашуланғаныңыз ол уже білімсіздік болып тұр. Өйткені олар білмеді, білсе істемейтін еді. Ал сіз ашуландыңыз ба, ол сіздің білімсіздігіңіз. И мен білімсіздігімнен сіздерге ренжіп жүрмін деген кезде ана өт нормада жүреді. Мысалы бізге нервымызға біреу тиіп жатса, келіп айтамыз, айналайын, тексерейін дедіңдер ма, тағдыр сендерге не жазғанын көргілерің келіп жүр ма деймін да. Мен міне жеріміз көтеріліп келатыр. Давай келісейік, былай. Болмаса сау болыңдар, болмаса келісейік. Деп айтып алғаннан кейін анау тынышталады. Орнына келе қойды. Енді іштей ренжіп, сырттай түк болмаған сияқты болып жүретін адамдар толады. Толып қала ма? Енді бұл қазақтың бәрінде өтті болған панкреатит деген екінің бірінде бар. Панкреатит гиперопека. Гиперопека. Баласын, жұмысын, қасындағы, қол астындағы адамдарды Құдайға тапсыра алмай, соларға уайымдап гиперопека болған кезде панкреатит басталады. Енді оның бәрін мысалға адам түсініп, сол кезде соның бәрін жіберетін болса, ол өзімен өзі орнына келе қояды. Мен бүгін сондай бір келіншекті көрдім. Құдай қаласа 19 күні әйеліммен қосылғаныма 20 жыл болады екен. Оның көңілінде бір нәрсе бар. Сен мені алған кезде сенің атанаң сені уговаривать етті дейді. Үйлену керек деп ше. Сен маған предложение жасамадың дейді. Жұрттың бәріне предложение жасап жатыр, кольцо беріп жатыр. Сен маған оны істемедің деп бір анда-санда айтып қалатыны бар. Сөйтіп соны қайтадан осы 19 күні болады. Жасайын деп жатыр. Жасайын деп жатыр. Сөйтіп ресторанға шақырып, скрипка, пианино бірдеңкені қойып әдемілеп. Сөйтіп мен оған айтам, маған күйеуге шығасың ба? Жүрегің, қолымды беруге дайынмын, күйеуге шығасың ба деп, сөйтіп жауап бермей тұра тұр деймін да. Кольцосын берем, тоқтай тұр деймін. Сөйтіп мына жерден үлкен планшет әкелеміз. Сол жерде 5 бала тұрады. Мама, я деп айт. Мама, скажи да деп айтқызам да. Күшті сценарий, өте керемет сценарий. Біраз ойладым, зерттедім. И бүгін анау енді осы күнге дейін жағдай болмайтын. Осы 4-5 жыл бұрын таксовать етіп жүретіміз. Әлі күнге үйіміз жоқ. Бір үй алған едік, әлі кіре алмай жүрміз. Рамспен не болып жатыр. Енді оның бәрі өмірлік. Андай приятный хлопоты дейді ғой. Бүгін анау бірінші рет өмірімде Cartier деген магазинге кіріп көрдім да. Сол жерге кірдім, ана жердегі баға деген айналып. Аспандағы айды сұрап тұр. Иә. Сөйтіп жарайды. Сатып тұрған әйелдің жасы 39-40-та екен. Осы бір күнде 40-қа толып қалам дейді. Бірақ бір 18 жасар қыз сияқты. Мен айтам, жасыңыз қаншада десем, бір күнде 40-қа толам дейді. Ауыратын жеріңіз жоқ ау деймін да. Жоқ дейді. Мен ішімдегі сезімдерді ұстап алғам дейді. Сезген жерінде айтып тастаймын, реттеп алам дейді. Болды. Керемет. То есть адал, таза, іші пәк, ықыласта жүрген адам бойы, бітімі бәрі дұрыс болып жүреді. Мен оған өзімде көзім жеткен. Мысалға енді маған сізден көрініп тұр ғой. Иә, маған да көп жиі сұрақ қояды. Апай, сіз ботокс салдырасыз ба деп, жаным, сол менде Алланың берген ботокстары осының бәрі. Мен ештеңе салдырмаймын да, тестірмеймін де, кестірмеймін де, Аллаға шүкір. Бірақ адамның жан дүниесі таза болған кезде адам қартаймайды екен. Мен соны бір түсіндім деп жастарға өстіп бөлісіп отырамын. Мен де психосоматикадан алыс емес сияқтымын, иә. Ол жалпы психосоматика жайлы 14 ғасыр бұрын айтып кеткен. Имам Али ибн Абу Талиб бүйтіп айтқан. Сенің ауруың өзіңнен, сен оны сезбейсің дейді. Сен шифа ішіңде тұр дейді. Сен оны білмейсің дейді. Өзіңді кішкентай ғана бір адаммын дейсің ба? Жоқ, сенің ішіңде бір үлкен бір әлем бар. Ол рухани әлем дейді. Сол рухани қаңғыруға түсіп қалғанбыз ғой. Сол ғой правительствоны шулап жатқаны, рухани жаңғыру деп. Бірақ қаңғырып кеткенбіз да. Мен қазір жастармен жұмыс жасап жатырмыз ғой енді. Былай қарасаң, былай да адамдар өзін ұмытып біреудің өмірімен айналысуға көшіп алған. Негізі өзіңнің өміріңнің режиссері да, актері да, сценарийсі де өзіңсің ғой. Бірақ алады да олар алып жаңағы біреудің сарапшысы болып алған. Сол арқылы үлкен жауапкершілік алып қойғанын да түсінбейді. Бәрінің жаңағы мен өткенде ғана бір қызға айтқам, айналайын, психосоматиканы мен өз сені де тыңдаймын ғой, өзі жақсы көріп тыңдайтын жаңағы балдардың бірісің. Ол нәрсені мен түсіне бастадым өзім. Тіптен ой елегімнен өткізіп және эксперимент жасап та үйрене бастадым. Рас па екен деп ше. Сөйтсем расында да рас екен. Бір күні бір адам келіп маған бірдеңе айтты. Айтқым келді да. Жоқ дедім. Зерттеу жұмысы. Енді өнер адамымыз ғой, жақсы көреміз зерттеуді. Айтпап едім, кеш болды, тамағыммен жерім ауырады.
ауырады менде. Ой, Алланың құдіреті деймін де. Осознанно істеген осы ғой. Осознанно істеген одан да қиындау болатын болып тұр. Кәдімгі сөйлегенде мына жерім қырылдап, мына жерім ауырып, сосын бардым да ваннаға барып суық суды ағыздым да суық суға айттым. Жаңағы енді бұл баяғыдан келе жатқан бір практика ғой. Суық суды баяғыда айтатын әжелеріміз. Бір нашар түс көрдіңдер ма? Ешкімге әжең немесе шешең болмаса ешкімге айтпа дейтін. Бар да суық суға бар да айт дейтін да. Сол мен өзімнің жаңағы өзімнің практикаммен жаңа сіздердің айтқандарыңызды қоса отырып суық суға айта қойып едім. Кәдімгі жібере қойды. Жақсы. Бірақ бұл қайталанады. Қайталанады. Өйткені ішіңіздегі айтылатын сезімнің, әңгіменің мекен-жайы бар ғой. Мекен-жайы су емес. Адресіз кетті, иә? Адресіз кетті. Жеңілдетіп алдыңыз. Бірақ іште тұр. И сіз сол жерде тәубе етуіңіз керек. Мойындаймын, келесі жолы қайталамаймын деп айтасыз. Мойындаған кезіңізде ауруын жасырған өледі дейді ғой. Мойындадыңыз. Уже өлмейсіз. Бұл сізді өлтірмейді. Қайталамаймын деген кезде келесі жолы мына жеріңіз түйіле бастаған кезде опа, бер кел, айналайын, бер кел, тоқта. Бет айтамын. Сен мені ренжіттің, анау мынау десеңіз, енді қырғын болады. Сондықтан экологично, мен өзім білімсіздігімнен мына сәтте түсінбей қалдым. Айтқым келгенде былай деп айтып тастайсыз болды. Мысалы бір күні Валико үйде отыр екен да. Бүйтіп көңіл жүй түсіп кетті. Әйелі келіп айтады дейді, жаным, не болды? Көршіге ақша қарыз едім. Соны ақшам жоқ беретін дейді. Дейді, трубкасын алады. Алло, көрші қалайсың дейді. Мына Аликоның ақшасы жоқ, бүгін бере алмайды, кешір дейді, трубканы тастай салады. Сөйтіп Алико тұрды, не істедің десе, енді көрші қиналсын дейді. Сол сияқты көңілде тұрғанда айту керек та. Айту керек. И оны адресіне барып айту керек. Ол басқа біреуге айтсаң, ол вопрос шешілмейді. Бізде мына қазақта кей кезде айтып отырмыз, көп нәрсені біз асыра сілтеп жіберетін халыққа жатамыз ғой, эмоционалды, иә. Ұят деген сөзді көп айтамыз ғой. Біз бәрін ұят дейміз да. Айтып қалсаң ұят, анан үлкен ғой, менен жасы үлкен ғой, жарайды, бүйте қояйын деп сөйтіп менің өзім қазір қарап отырмын, қазақтың тең жарты ауруы сол ұяттан келіп отырған сияқты, иә. Жалпы ұяттың түбі Құдайдан ұят болады деген сөз ғой. Адамды жаратқан, мысалы, бұл жерде отырған адамдарды жаратқан Құдай ғой. Сізді де Құдай жаратқан. Мен үшін сіз Құдайдың өкілісіз. Иә. И сізге мен айтсам, значит, Құдайға ертең ол жетеді. Сондықтан мен Құдайдан ұялуым керек. Иә. А бізде Құдай ортада жоқ уже. Адамнан ұят болады. Жұрт не дейді, ел не дейді, анау мынау, сөйтіп щитовидкасында проблема болады, екінші подбородок шығып жүреді, анау болады, мынау болады, құлағым естімейді, ана жерім ауырады, мына жерім ауырады, қуып кетеді адамдар. Сол ғой, Алланың разылығын сіз іздемеуде ғой. Құдайдан ұялу керек, өйткені Құдай саған сезім берді ғой. Соны сен ақылыңа салып, жұмсақ қылып жеткізуің керексің. Оның ренжімейтініне сен жауапты емессің. Сен өзіңнің ішіңдегін жеткізуге жауаптысың. А біз бәріміз нәтижеге байланып қаламыз ғой. Реальность и ожидание дейді ғой. Сол ожиданиеміз реальностьқа сай болмай қалама деп қорқамыз да, сөйтіп өзіміздің көңілімізден, сезімімізден кетеміз. Мысалы, бір адамға біреу өтініш жасайды, ана адам істегісі келмей тұр. Жүрегіне Құдай салып қойды, істеме деп. И ол Құдай үшін істемеу керек. Бірақ оның ақылы келеді ғой. Ертең сен сұраған кезде ол саған да отказ береді ғой. Ертең сен шақырасың, ертең сондықтан бар да істе. И ол от души жүрегінен істемейді оны. Ол ақылынан, қорқынышынан, уайымынан істейді. Сөйтіп жоқ деп айта алмайды. Ожиданиесі бар ғой. Ертең маған мен сұраған кезде көмектеспейді ау деп, сондай адамдардың белдерінде май толып жүреді. Май? Май бүйтіп толады. Жоқ деп айта алмайды. Іш май ма? Белде май болады ғой, бұл жерде бүйтіп тұрады май. Вот сондай адам жоқ деп айта алмайды, майлар көп. Сондықтан адамның бойындағы әр аурудың артында ішінде бір определенный эмоция болады. Мысалы, сахарный диабетпен ауыратындардың бәрі, оларға көңіл жетпей жүреді, махаббат жетпей жүреді, сахар, тәтті жетпейді. Айта алмайды, сұрай алмайды. Сұраса бір түрлі болып қалады. Сосын өтіп кеткен мүмкіншіліктерді жіберіп қойған үшін, сол үшін жатып алып, әр кеште уайымдайды. Жалғыз қалған кезінде неге үйттім екен, бүйтіп істесем болатын еді ғой деп уайымдап жүреді. Сахарный диабеті бар адамдардың ішіндегі проблемасы сода болды. Тәттісі жетіспегеннен кейін. Ана көңіл деді мәселе. Баяғы сол мәселе ішкенде емес деп аталарымыз, ағаларымыз ішіп алып айтып отырады. Сол жерде бар ағынан жарылады ғой. Солар анау ақылын өшіреді ғой. Маскасын шешеді. Мана жерде жиналып қалған нәрсенің бәрін құсады ана жерде. Сендер мені түсінбейсіңдер. Ішіп отырған адамына сен мені түсінесің ғой, мен сені түсінемін дейді. Екеуі
100 граммнан кейін сөзсіз әңгімелер бір жазып бірін отыр. алыстан түсінеді деңіз. Ауыздарымен сүйісіп отырады ғой ана бір-бірін. Тістерін тигізіп ше. Папа, сен неге ол алқаштармен жүрсің? Неге олармен шебересің? Ей, тіл тигізбе оларға дейді. Олар мені түсінеді. Ана шешеңе қарағанда бұлар мені хотя бы түсінеді. Иә. Осы сөзді естідік бәріміз де. Сондықтан олар ішпесе инфаркт, инсульт болады. Ішпегендер кетті ғой. Енді қарашы, Нұрлан інім, енді бұл өте адамзат баласына керек мамандық екен да. Бұны біз ұлтты сақтап қалу үшін аман есен, оны біз масштабны қалай ұлтқа жеткізе аламыз? Форум жасаймыз да. Форум, зымыран форумы ба? Зымыран форумын жасаймыз. Келген адамдарға Құдай үшін ішіміздегі бәрін сұрақтарды қоямыз. Мүмкін сол жерге сұрақ жауап қылып, олардың сұрақтарына жауап береміз. Жақсы. Оларға бұл нәрсе құндылық тудыру керек. Енді Нұрланға... Мысалы, тегін келсе, қадырын түсінбейді, тегіннің сорпасы болмайды. Сондықтан ақшасын төлеп, аренда бар, анау бар, соның қадырын түсініп, соған бір қалтасынан бірдеңке шығарып, соның құндылығын біліп келген адам, сол жерден зымыраннан реально өздері зымыран болып кетеді ғой. Ракета сияқты ұшады. Точка роста ғой. Рост. Квантовый скачок деген сол жерде болады. Енді өмірді түсініп отырған, көп нәрсені біліп отырған менің өзімнің кәдімгі арқам кеңейіп ұшқын келіп отыр да. Осы сенің сөзіңнен кейін. Айналайын, мен қуанам. Өйткені қазақтың қазір өзің сияқты мықты, білімді, білікті, айтып отырмын ғой, жан жақты зерттей білетін, адамның ішіне үңіле білетін жастар көбейіп келе жатыр да. Иә. Менің ойымда осындай жастар көбейе беретін болса, бұны масштабировать ету керек. Өзің кәдімгі, білмеймін, осындай мектептердің санын көбейту керек па? Мүмкін өйткені қазір қайда жүрсек те, мен қазір сол көп деген қазақ аналарымен 300-ден астам филиалмен жұмыс жасаймын екен өзім қазақ аналарында. Бірақ аналарымыздың қисалаңдап жүре алмай, қиналып, отдышка болып, құлап жатқандарын көрген кезде ойлаймын, Құдай-ай, қартайғанда қызық көрем деп еді ғой баяғыда. Көрген қызықтары бейшаралардың осы ма? Осы аналарымыз үшін біз не істей аламыз? Мен алысқа бармай жаңа өзім туған анамды айтайын. Бір жағынан жаңағы операцияға жатып отыр. Соны есіме түсіре алмай отырмын. Осы сол жағау деймін. Братишка, сестренкаларына, жақындарына мама болып алған ғой. Жұрттың бәрінің мамасы ғой. Бүкіл туысқандардың мамасы. Ананы омырауын алып, лифчиктің ішіне қайтадан салып қою керек қой. Жұрттар ол омырау. Балаға арналған да. Бала оның ретімен, лебімен, өзі керегімен, несімен, балалық сору манерасымен оған зақым тигізбейді. Ары кетсе созып тастар. Ал жұрт аузына салған кезде, күйеуі аузына салған кезде, ана жерде опухоль пайда болады. Мастопатия содан пайда болады. Бұрын біз Турциядан сағым махиналары деп, дайын аппарат әкелетіміз. И неге Турциядан әкелеміз? Өйткені российский, китайскийлар сиырдың омырауына емшегіне мастопатия тудырады да, и жарылып, емшектер ауырып жетіп бермей қояды. А турецкий аппараттар, вакуум помпалары күшті да, бұзауды имитировать етеді. Ел жақсы. Дәл сол сияқты омырау балаға арналған. Бүкіл халыққа мама болып жүрсе, халық жұлып тастайды омырауын бәрі. Врачтар кесіп тастайды, сосын кешіріңіз, енді біз медицина осы жерге жеттік дейді. 2014 жылы протокол бар. Врачтардың бәрі біледі. Біз аурумен жұмыс істемейміз. Біз симптомдармен жұмыс істейміз деп айтылған. Будем работать симптоматикой. И сосын Всемирная организация здравоохранения бұрын дұрыс адамдардың қолындайды ғой. А қазір Рокфеллер, Ротшильд деген бизнесмендердің қолына өтіп кеткен ғой. Мен оны өзімде, мысалға, өнер адам болсақ та, әр нәрсені зерттеп жүретін, мен бір күні ойлап жатырмын. Мен таңғалам деймін да, врачтарға барған кезде мен қазір бармаймын өзім. Мен бір Алланы түсінгеннен бастап, мен врачтарға баруды қойдым. Өйткені мен көзім ауырады деп барсаң, сен көзіңнің мына жерін ғана зерттейді. Ол бір нәрседен, мына жерден болады, нәрсе емес қой ол дейді. Не көргіңіз келмей жүр, нені көре алмай жүрсіз. Ол Гиппократқа олар сөз береді. Клятва Гиппократы береді ғой. А Гиппократтың айтқан мынандай сөзі бар. Денемен жұмыс істеп, жанымен жұмыс істемеген врач емес деген. Бірақ врачтардың бәрін енді жоя алмаймыз. Өйткені ішінде көзі ашық, көкірегі ояу, есі дұрыста врачтар бар. Врачтар жалпы керек. Врач керек, бірақ олардың оқу системасының, бұл жерде қателік врачтарда емес шығар, бұлардың оқу системасында. Мен кешірім өтінемін, сізді бөліп жібергеніме. Халық қандай? Құдай соған сондай қолбасшы береді. Сіз бен біз өзгермей, врачтарымыз да, мұғалімдарымыз да, патшамыз да өзгермейді.
әрине. Ол уже шариғатта уже айтылып қойған. Халық қандай, соған сондай қолбасшы береді. Сіз бен біз өзгермей, оянбай, зымыранға келмей, көздерін ашпай, өспей, өнбей, ар жақ өзгермейді. Әрине. Сондықтан форумға келу керек деген ғой. Форумға 15 мыңға билет алуға олар қимайды. 15 мыңға барып KFC алып жеп. Неге? Оған ақшасын береді. Донер мен KFC-ге. KFC-ге олар денесін қорек болады, нәпсісін тойдырады да жерде. А рух адамның жаны, ол мәңгілік. Олар мәңгілікке инвестиция жасағысы келмейді. И біз мәңгіліктің инвестициясын тек қана 15 мың қылып қойғанбыз. Маған 2 айда бір рет бүкіл әлемнен, қазір Португалиядан, Испаниядан, Израильден, Эстония деген мемлекеттерден шәкірттер оқып жатыр менде. Оқу қанша десеңші? $3000. Бір сөзімді жерге тастамайды. Өйткені рухани өсіп, мәңгілікке инвестиция жасайсың ба? Бұл саған анау мынау емес. Ол көп емес. Рухани даму үшін өте көп емес ақша. Қазіргі күнге 800 адам, осы потокпен 800 адам болады оқыған. Аллаға шүкір. И олар қадірін түсінеді. Дәл сол сияқты қазір мысалы зымыран форум арқылы 15 мың арқылы жолдама болып тұр ғой, соның бәрін түсініп көруіне. Бұл тек қана басы ғана болып тұр ғой. Сондықтан сіздер, менің ойымша, зымыранды сіздер үлкен аудиторияға жасайсыздар. Ол воронка болу керек. Соның ішінен 10% одан да қымбат бір зымыран про деген версияда олар уже бір апталықта отыру керек. Сол жерде аналар өседі. Сол жерде аналардың көзі ашылады. Сол жерде олардың балалардың диагнозы кетеді. Зымыран продан өтіп, одан да бір сол 10%-ның ішінен тағы бір 10% шығу керек. Түбінде бір 10 адам бітті. Айнұр ханым, мен сізбен до концамын деп. И ол 10 адамды сіз өсіресіз, өндіресіз. Мүмкін біз де көмектесерміз. Сол 10-ы ертең 1000 адамға сетевой маркетинг сияқты. Соларға пайдасы тиеді. Бірақ түбі рухани өсу. Рух өлмейді. Адамның жаны мәңгілік. Сол мәңгілікке инвестиция жасау керек. Біз бүгін чанганға инвестиция жасаймыз, квартираға инвестиция жасаймыз, кірпікке инвестиция жасаймыз. Здесь и сейчас күшті болсын деп, соған инвестиция сала береміз сыртқы келбетімізге. А бізге рухани өсу керек та. Әрине. Мен мына бірінші рет Меккеге барғанда кіші қажылыққа жылап отырым, бірақ бір түйін келді Алладан. Осы уақытқа дейін қанша өмірімді материалдық құндылықтың артына өмірімді кетіріппін, денсаулығыммен деймін да. Біз өзімізбен алып кететін емес, алып кетпейтін нәрсені жинап әлек екенбіз ғой деген үлкен түйінмен келгем. Содан кейін өзі болады ғой, Алла тағала түйсікті берген адамдарға сана бер дейді ғой балаға. Осы Айнұр, Аллаға шүкір, соны түсінгеннен бастап мен өзі баяғыдағы шапоголик, баяғы Айнұр мен келесі Айнұр 2 адам болды. Мен Аллаға сансыз шүкірліктер айтам, менің үшінші көкірек көзімді аша білген және оны мен қабылдай білген, мысалға өмірімнің ол өмірімде жаман болған жоқ. Бірақ материалдық құндылыққа шомылып жүрдім, бірақ қазіргі өмірімде мен мынау болады ғой, мен үшін ауру емес сияқты болады ғой, бір рахат күйге ендім да. Адамның өмірдің жанның тыныштығы екен да. Бақыт деген нәрсе көңілдің жайлылығы, жүректің тыныштығы екен. Осы нәрсені сезінгелі мен көп нәрсеге басымды қатырмауды үйрендім. Шопинг жасап, бірақ мәңгілікке қалай инвестиция жасауға болады? Шопинг, енді көрдіңіз ба? Бұл қазіргі, оны не үшін айтып отырмын, айналайын? Қазіргі әйелдердің проблемасы ғой. Біз қазір Гуччи болмаса, жаңа сен айтып отырған неме еді, алтынның аты. Картье болмаса күйеуге шықпайтын болып қалдық. Ондай бар. Иә. 20 жыл жүріп алса, онда разговор жоқ. Біз 10 теңгенің мороженыйына күйеуге шығып кеткен қыздармыз. Ой, бұл арзан кетіпсіз. Арзан кетіппіз. Күйеуіміз сол кезде 10 теңгенің ана стакан мороженыйын алып беретін. Бірақ сол кездегі бақыт әлі күнге дейін есімде ғой жаным ау. Сол кездегі көңілдер бар. Сол кездегі көңіл, ана мороженыйдың әлі күнге дейін дәмі, екеуміздің қол ұстасып келе жатқаны қазір 31 жыл өмір сүріп келе жатыр екенбіз. Стаканчиктегі мороженыйлар. Стаканчик мороженый. Қазір солар қайтадан шығып жатыр ғой. Сливочный. Мен магазин кірген кезде соны алып жеймін ғой. Қазір соны жастарға алып берсең бетіңе
лақтырады ғой. Иә, Сразу түсінбей, мынау менің. А бізге неге ол жақсы? Өйткені түп санада өткен шақтағы болған апамыздың, әжеміздің шайына ұқсаған кезде, сол кезде ойбу мынау анау Тары деген кафеде қазір тары шайлар бар ғой. Соны ішкен кезде деп сол кішкентай кезінде. Арқамыз жепсін. Тер бұрқ ете түседі. Жаңағы айтайын дегенім. Как можно делать шопинг? Бұл дүниеге емес, мәңгілікке инвестиция болатындай. Бүйтесіз. Сезімді кім берді? Алла берді. Ризықты кім берді? Алла берді. Сезім, көйлекке қарадыңыз, ұнады, сезім берілді. Денені кім берді? Алла берді. Барасыз да Құдай берген денеге, Құдайдың берген ризығына әдемілеп көйлек аласыз. Болды. Сол кезде шопинг те болады, бірақ шопинг жұрттар не дейді, көрсін, бізде бар екен деп алмайсыз. Құдайдың берген денесі, Құдайдың берген жаны әдемі күшті болып жүру керек дейсіз де. Дәл сондай ниетпен сол істеген нәрсеңіз істейсіз, сол кезде мәңгілікке инвестиция болады. Міне, сосын тағы өмірде бір түсінгенім, біз бетеміз екен. Дене Алланың берген аманаты біздің денеміз болатын болса, оны біз семіртеміз, ауыртамыз, қинаймыз, 200 килограммға дейін жібереміз екен да. Содан кейін оның үстіне Cartier кигізесің ба, Gucci кигізесің ба, ол ойнамайтынын түсінбейміз екен да. Ал ең керемет әдемілік Алланың берген саған табиғатын бұзбай ұстау керек екен да. Ең әдемілік, қазір ол әдемі нәрсеге қапшық кигізіп қойсаң да, ол әдемі болып тұрады. Оған Armani немене Jordan'ның қажеті жоқ екенін де түсіндік. Ал біз енді одан да жаңағы бөлшек болып тұрған май болып, аяғың жүре алмай немесе тағы адамның берілген керемет не ғой, Алланың әдемілігін бұзып жіберуден қорқуымыз керек. Ол да бір аманат та. Біздің қазір қиянат етуге болмайды. Қазір мен ойлайсың, жап-жас балалар, жап-жас қыздарды көресің, бөлшек сен, мен айтамын, айналайындар деймін. Мен 55-ке келіп өзіме оны не позволяю? Айнұр ханым, адам өлтіре аласыз ба? Құдай сақтасын. Байқамай. Рөлде келесіз, біреу жүгіріп қалды, байқамай. Құдай сақтасын. Бәрі өлтіре алады, дұрыс па? Ұрлық жасай аласыз ба? Біреудікін ала аласыз? Ситуацияға байланысты шығар. Вот. Біреудікін біз ешкім алмаймыз. Бірақ онлайн смотреть бесплатно деп интернетке кіреміз, бір киноны көріп аламыз. Сол ұрланған кино. И сіз өзіңізге толық болуға рұқсат бересіз ба? Рұқсат бермейсіз, дұрыс па? Қандай толық? Енді семірге рұқсат бермейсіз, дұрыс па? Ана қыздар өздеріне рұқсат береді. Сол кезде сіздің ішіңізде нәпсіңіз оянады. Нифига себе, что они себе позволяют? Түсіндіре алдым ба? Сіз олар қандай бар болмысымен қабылдай алмайсыз. Өйткені өзіңізге рұқсат бермейсіз, оларға да рұқсат бермейсіз. Осы жерден сізге тиеді. Сіз оларды ақтап алсаңыздар, ой, бұл бейшаралар білмейді ау. Білсе бүйтіп істемейтін еді ғой. Психосоматиканы түсінбей жүр. Мен сияқты өмір көрмеді, Меккені көрмеді, Құдайды әлі танымады деп білмейді деп ақтап алсаңыз, сіздің өміріңізде толық қыздар аз көріне бастайды. Түсіндіре алдым ба техниканы? Түсіндім, енді түсіндім. То есть біреуді біз байқамай осуждать етеміз ғой. Неге бүйтті екен, неге сөйтті екен деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, сен біреу жайлы оған ұнамайтын нәрсе айтсаң дейді, Құдай сені сол қалге кіргізбей дүниеден әкетпейді. Иә. Жаңа айтады ғой, көрге кірмейсің. тәтті өтіріктен ащы шындық деген. Сізді дос көріп отырмын, содан кейін соны айтып, болашақта ол нәрсе сізде қайталанбасын. Көрермендер соны түсінсін. Бірдеңке дұрыс келмей жатыр ма, значит, оны Құдайға тапсыра білуіміз керекпіз. Осы жерден бір қиса айтып кетсем, қарсы болмасаңыз. Бір күні Мұса алейхиссалам отырып, Құдайдан сұрайды екен, маған ұстаз берші деп. Сөйтіп Хызыр алейхиссаламды жібереді. Хызыр. Сөйтіп Хызыр келеді де, бүкіл сұрақтарына жауап береді, кетіп бара жатқан кезде, тоқта дейді, мен де артынан барайын, сен сұрақ қойып тыныштық бермейсің, жоқ қоймаймын дейді, артынан барады. Кемеге отырады, Қызыл теңізден өтеді, кемеден түскен кезде Хызыр алады да кемені тесіп кетеді. Бұл бізді жеткізіп тастады ғой, сен неге тестің десе, сен сұрақ қоймаймын деп уәде бердің бе? Сөйтіп бір үйде қонады. Қонған үйде жетім екі баланың үйінде қонады да, таңертең Хызыр келіп, стенаны дуалдың сетін сындырып кетеді. Не істедің десе, сұрақ қоймаймын дедім. Сөйтіп бір ауылдың баласын өлтіріп кетеді. Сөйтіп Мұса ана жерде шыдамайды, бұның не деген кезде, сен сұрақ қоймаймын дедің ғой, қоймаймын дедім. Қойып жатсың ба, қойып жатсың. Короче, былай дейді. Бұл бала өскеннен кейін зұлым болады дейді. Ата-анасының қоры болады, бүкіл халықтың қоры болады дейді. Құдайдан маған аян келді, мен істедім, болды дейді. Ал ана жетімдердің үйін дейді. Әкімшілік ертең бұлар жетімдер үйіне береді де, ана үйін тартып алады дейді. Сынған үйде ешкім керек емес, тұра береді дейді. Өскен кезде дуалын реттеп, фундаментін реттеп атқан кезде ата-анасы сол жерде алтын тағып кеткен. Бизнесқа старт болады дейді.
Ана кемені неге тесіп кеттің десе, соғыс басталды естідің ғой дейді. Иә, патша бүкіл кемелерді соғысқа қару жарақ, продукт питание тасуға жіберіп жатыр дейді. А бұл кісі дейді үлкен бір әулетті осы қайғымен күн көріп жатыр дейді. И бұл қайғын жасағанша соғыс тоқтайды дейді. И қайтарда мен өзім көмектесем дейді. Енді қазақтың мына сөзін естідіңіз ба? 40-тың бірі Хызыр деген. Иә. Дәл сол сияқты Хызыр қазір біреудің денесіне кіреді де, соның қолымен бірдеңкені істеп кетеді. И біз Муса алейхиссаламның қалынан, физикалық қалден анау дұрыс демеді, анау бүйтті деп осуждать етеміз. Осудить ететін кім? Құдай. Осуждать еткен кезде біз тілден кетеміз, ойдан кетеміз. Сондықтан ой бұл жерде бір Құдай бірдеңкені тығып қойған шығар, бұның қайыры бар шығар деп. Бүкіл нәрседен қайыр іздейміз. Сол кезде сіздің өміріңіздің бәрі жәннат осы жерде пайда болады. Аллаға шүкір. Енді 100% болғанмен өзі біз енді былай ғой, советтік кездің балаларымыз ғой біз. Қайта жастарға оңайды. Біздер анау трансформацияға келу біздің өте қиын болды. Келсем. Біз анау соғылып келген балалармыз да. Айнұр ханым. Біздің ана ойымыз психология, психосоматикасы арқылы өтеді ғой. И сіздің айтып жатқан сөздеріңіз бәрі күшті, керемет. Қазіргі күнде сіз сияқты әйелдер ойлайтын болса, қоғам қатты өзгеретін еді. Бірақ біз бұл салада жүргеннен кейін сіздің айтып жатқан нәрселеріңізден біз бір кішкентай моменттер ілініп кетеді да. И сол кезде сезім пайда болады. Құдай үшін осыны айту керек дегендей. Айту керек. И жаңағы сіздің Хисаның алдындағы нәрсені экологично сізге жеткізуге тырысты. Өте керемет түсіндірдің. Ақыл жастан деп айтпайды ғой жаным. Сол сияқты жауапкершілікті алып совет өкіметіне лақтыра салдыңыз да. Бұны детский позиция дейді. Олар сондай болды, содан кейін мен бұндаймын. Олар жаман, мен жақсымын дегендей болып қалып тұр ғой. Сондықтан Құдай оны бізге сол үшін берді. Оның хайыры бар, совет өкіметінің хайыры бар. Өйткені бізбен сізге ояну керек. Ұйықтап қалғанбыз ғой, ғафлатқа түсіп қалғанбыз. Сондықтан жаңағы дос ретінде, подкастта осы жерде қонақ ретіндегі мен сізге деген ниетім тек қана пайдалы болу. Құдай үшін пайдалы болу. Ешкімді ешқашан обвинять етпей, болды, сондай болды. Оправдание это скрытая ложь. То есть оправдываться еткен кезде адам ақталып алады. И мен қазір ақылым айтады, ұят болады, ертең пәленше болады, мындай болады деп ақыл айтады. Айтпай қой дейді. Бірақ жүрек ақиқатты айтқысы келіп тұр. Сол үшін мен ниетімді өзгертем, Құдай үшін бұл ақиқатты көріп тұрған нәрсені, Айнұр ханымнан шығып тұрған нәрсені, Нұрлан көріп тұрған нәрсені Құдай үшін сен айтуың керексің деп сондай салды. Әрине. И мен сізге соны Құдай үшін айттым. Жабылмай тұрған бір нәрсем ғой. Керекті нәрсе да. Бұл маған бүгін осы нәрсе маған керек болды. Керемет. Соны түсінгеніңіз, жаңағы түсінгеніңізге шүкір етесіз ғой. И шүкір еткеніңізге еще шүкір етуіңіз керексіз. Өйткені ол шүкірлікті ешкімге, әркімге Құдай да бере береді. Әрине, шүкірлік менің қазір өміріме айналды. Керемет. Өйткені осыны түсіне бастағалы, ана болады ғой, бір көзіңнің үстінде шел тұрып, осыны алып тастаған сияқты да, көзің көріп кеткен сияқты бір жарқ еткен сәулені көріп тұрасың. Бірақ пендешілік деген жаңағы бар ғой, жаңа айтқан бір кезеңдерде білімсіздіктің, ол да білімсіздіктің жетпеуі ғой бізде. Мысалға, мен өзім жүрген жерде айтамын, мен дінді білмеймін екен деймін. Мен дінді білмеймін. Мен жаңағы адами құндылық, салт дәстүр деген нәрсе бар ғой, енді біздің қазақи өзімнің ата әжемнен көрген нәрсемді. Соның бәрі шариғаттан шыққан ғой жалпы. Иә, бірақ шариғат пен дін мен дәстүрдің екеуінің апаратыны бір жер имандылық та. Дәстүрлі отбасында өскен бала, ол бір күні намазды ешкім айтпаса да оқып жүреді. Иә, екеуінің әкелетіні бір жерде. Ал енді Аллаға шүкір, мен діннің өзіне осы жастар арқылы келдім. Үлкен балам арқылы келдік. Бүкіл отбасында перестройка жасады. Біз мен советтік коммунист, раушан коммунист болып жүрген қыздарымыз ғой, негізі баяғыдағы. Бірақ қазір шыны керек, өзіміздің курстастарымыз да таңғалады. Қалай Айнұр? Мынадан былай қалай кетіп қалдың дейді. Алла маған осы жол салып берді дейді. Маған сондай ұрпақ берді, менің көзімді ашатын ұрпақ берді, оян деді, оятты, қатып қалған нәрселерімді жібітті, жерге түсірді, сыну керек нәрселерді сындырды. Әлі сынбаған нәрсе ол пендеміз, ондай өте көп екенін өзім де білем. Өйткені оның бәрі сынып қалған күні пенде болудан қалатын шығармыз, мүмкін. Солай шығар. Нәпсті тізгіндеп дүниені жүректен шығарған кезде келесі сатыға өтесіз ғой. Келесі сатыға. Оны тарихат дейді.
уже физикалық әлемнен өтесіз де рухани әлемге өтесіз. Бүкіл әлемнің ғылымдары, иудаизм, христианство, буддистердің іздеп жүрген сол. Рухани өту ан жаққа. Керемет. Ол бір нәрсені білесің да, түйсікпен сезінесің, анандай бір керемет бар екен. Бірақ оған кей кезде біліміміз жетпейді, қалай ол нәрсеге өту керектігін. Бірақ ол нәрсені жан тыныштығын тауып жатырмыз ғой, түсініп жатырмыз ғой. Бірінші етаптың, бірінші, екінші етаптың өзінен осыны түсініп жатырмыз. Енді анау бір жерге кеткен кезде, қазір мен сенің жағдайыңа қарап қызығып отырмын. Қандай керемет нәрсені түсініп отырмын мына бала деп. Жақында Швейцарияға барып келдік. И жұрттың бәрі ана Джо Диспенза деп кетті ғой. Сөйтіп бардық 8,000 адам отыр. Біз енді виптан билет алдық. Құдай мүмкіндік беріп тұр екен, алдық, алдыңға отырдық. И Джо Диспенза әңгімесін бастады. Бүйтіп отырдым да, көмекші қыз трибунада отыр. Ол арзанырақ билет ала салам, сол жерде отыра беремін деді. Сөйтіп соған жаздым. Айналайын, мынаның әңгімесін бәрі біз 2 жыл, 3 жыл болды айтып жүрміз ғой деймін да. Сөйтіп, Нұрлан мырза, я думал, вы это то деп ол ақталып жатыр. Сіз масштабты көрсін деген ниетім ғой деп сол жерде ақталып алды. Ол да Алла разы болсын дедім де, сол жерде тұрдым да кеттім. 3 күндік ретрит, $2,000 төледім. Ол жерге барып келуің өзі қанша мың кетіп қалды. Сөйтіп, Алла разы болсын, Джо Диспенза дедім де, сөйтіп тұрдым да кеттім. Ол Швейцарияны көрейін деп. Ұлымды алып алғам, ол отельде жатыр. 14-тегі ұлым. Екеуміз қыдырдық Швейцарияны. Ары бардық, бері бардық. Енді қарасаңшы, Джо Диспенза Садгурудың шәкірті. Садгуру деген ютубқа қоссаңыз, ақсақал болып отырған. Ол Садгуру кімнен ілім алды деңіз? Ол Мевлана Джалалидин Руми деген сол кісінің кітаптарынан оқытылған. Руми. Руми кімнің шәкірті? Ходжа Ахмет Яссауидің шәкірті. Мен бардым Румиға. Биыл барып келдім, ана Каппадокияда ма? Конияда ма? Конияда бардым. Сол ілімдердің бәрі Ходжа Ахмет Яссауиден шығып жатыр. Сопылық ілім ғой, Сопылық ілім болған кезде, оның бәрі қазір кеп Джо Диспенза, Садгуру, оның бәрін қазір үлкен бір рухани ілімге келтіріп тұр. Бірақ буддистерді, христианда, иудаизмді бәрі Руми арқылы рухани ілімге шығып жатыр. Олар бәрі Румиді мойындап қойған. Түсініп жатсыз ба? Сондықтан біз ана жерде рахмет дедік та. Біз өз ауылымызға барайық. Аллаға шүкір. Бұлақ ошақта екен ғой деп ше. Содан ғой Ходжа Ахмет Яссауи бабамызды тірі қағба деген ғой. Арыстан баба арқылы оған Алла пайғамбардан аманат келінген. Флешка беріп жүрген ғой. Иә. Құрманың сүйегін. Құрманың сүйегін. Неше ғасыр бойы, 63 жыл бойы жердің астында жатқан дейді. Сусыз, тамақсыз, просто түп санасымен Аллахтың хұзурына прямой қосылып алған. И оған подпитканы прямой кетіп отыр. Біз қазір сенгенбіз. Біз су ішсек, тамақ ішсек, сол кезде күшті боламыз дегенге сеніп қалғанбыз. А олар ішпейді, жемейді, уже сондай халде жүреді деген дейді. Тағы бір өзімдегі сол бағанағы сіз айттыңыз ғой, келесі деңгейге өтіп кетсек, бұның бәріне бүйтіп кетсек не болады деген әңгіме ғой. Сол кезде сол сияқты болып бүйтіп деп жүресіз да. Мен мына өмірде тағы өзім эксперимент жасап келе жатқан адаммын, мынандай да, мен бір түсінгенім, рухани бай адам тамақты да көп ішпейтінін түсіндім. Мен өзім талантты қандай болады ғой, батыр қыздар, ата мен әженің ерке батыр қыздары, еркектермен қосылып отырып, бір сковородканы екіге бөліп жеп алатын қыздардың бірі болған кезінде. Көпке дейін осындай болдым, шыны керек. Бірақ кейін осы мен ілімді іздене бастағанда мен кіммін, не үшін келдім, не сонда мен жай ғана өйстіп келіп кетіп қалмайтын шығармын, жай ғана актриса емес шығармын, актрисаға да жайдан келген жоқпын ғой, өнер деген ол жай емес, ол деп бүйтіп өз-өзімді бүйтіп қазбалай бастаған кезден бастап, білмеймін, тамақты нормамен ішіп үйрендім. Жалпы жағдай деңгейде жүрген адамдар біз енді бітеміз ғой. Бұл үйде шай қоятын жан бар ма, бақытты жан бар ма деп шай сұрап аламыз ғой. Ар жақта жүрген кісілер бүйтеді. Кімнің қолымен бүгін маған шайың, тамағыңды береді екенсің дейді. Ар жақтан күтеді ше. Адамнан емес. Иә. Сөйтіп мен жаңа отырдым да, шөлдеп отырмын. Кімнің қолымен деп. Бұйырсаң ішем дедім да. Бұйырмасаң онда
сөйтіп мына жерден бүйтіп қол шықты да бутылкадан тыр деп құйылды. Өйткені Құдай мына жаққа уже бір салып қойды. Сол сияқты мен жұмысқа уайымдап переживать етіп жүрсем, мен сол жұмыспен сыналамын. Менің жүрегім тыныш болғаннан кейін Құдай менің қасыма жыбырлап бүкіл нәрсені істейтін қыздарды беріп қойған ғой. Тексермеймін ғой, іздемеймін ғой. Өздері келіп идеяларын тастап отырады, өйткені менде уайым жоқ. То есть мен уже анжаға тапсырып қойғаннан кейін Құдай аналардың бәріне уже не істеу керегін істеп қойған. Мен уайымдап жүремін ба, аналардың бәрімен сыналып жүремін. Біреу ауырып қалдым, біреу кетіп қаламын дейді, біреу анау дейді, мынау дейді, сөйтіп. Сол сияқты сенім жағынан мен командамның қыздары мен қатты сенемін. Мен айтам, адамға сенбегенім, Аллаға сенбегенім. Адамдар представительдер ғой. Аллаға шүкір. Алланың представительдері. Осыны түсіндіре білген Аллаға шүкір. Керемет. Қашын баяғыда әжелеріміз жай айтпайды екен ғой, жолына жақсы адам кездессін деп бата беретін еді ғой. Міне, сол баталардың да бір қабыл болған бір несі шығар деймін. Бұның бәрін түсініп, бұның бәріне жетіп атқаныңызда ол бойыңызда қанның тектілігі біріншіден, екіншіден ата бабаларыңыздың, ата-аналарыңыздың бір істеген жақсылықтары бар. И оның бәрі іштей активация жасайды. И оның бәрін түбін түсініп, содан түйін жасап, орнына қоя білген кезде Құдай сондай адамдарға ақырын жолдарын аша береді. Тілегеннің алдыңнан іздемей-ақ табылар деген осы. Просто тіледің, ожиданияны өшірдің, тапсырдың, кеттің. Біраз уақыттың алдыңа келіп тұрады. Кей кезде бір ойлап үлгермей жатқан кезде, бояп жатқан кезде ойлайсың, мен аны айтып болған жоқпын ғой деген кезеңде де алдыңа келіп тұрады. Сол мысалға. Дәл сол сияқты сіздерден предложение түсті ғой. И мен дәл сол сәтте ақылға саламын. Ақыл не дейді? Ставка мынандай, мынаны бүйтесің, андай қыласың, мындай қыласың. Жүрегіңді тыңдайсың, қойсай дейді. Бар Құдай үшін, бар, қалған өзі береді Құдай. Сол кезде жүрекпен барған кезде түбі нәтижесі жақсы болады. Ақыл шаршатады. Ақыл күтім тудырады. Ол күтім сен тағдырға сай болмай қалады, шаршайсың, уайымдайсың, артық энергия кетіреді деші. Мен де өзім бір Аллаға тапсырам, ешкімнен бір болады ғой, маған сөйт, апай нағал дейді, бір шақырады ғой, сосын неме сұрайды анау. Қазір жастар сұрайды екен ғой, сіздің жатқатын қандай жерде жатуыңыз керек, қандай самолет. Мен жаным ұшама деймін, ұшса болды, бара берем деймін да. Әйтеуір аман есен барсам болды деймін. Мен бизнес деп айтуға күпірлік қорқам деймін да. Ол нәрсе екеуінің баратын жері бір. Бір күні келе жатсам таксимен, жүргіңіз апай, сіз мен осындай простой таксимен келатсыз ба дейді. Не бұл басқа жерге бара ма дедім сосын. Екеуінің баратын бір жер болса, мен оны неге күпірліктен бизнес аламын? Бұл жерде тағы бір нюанс бар. Бизнесті алмаудан да күпірлік кетіп қалуы мүмкін. Да? Мүмкіндік Құдай беріп тұр. И сіз сол ақшаға құндылық беріп, соны санасып не қылғаннан төменгісін ала салам. Енді бұл жерде ниет қой. Ниет. Бірақ енді мен қорқам да, мысалға, ойлаймын да, біреулер бірдеңеге жеткізе алмайды. Санап автобусқа жеткізе алмай отырған кезде, сол жеткізе алмағаны оның түп санасында Құдайға деген сенімі. Құдай әркімге ол іштей қанша ақшаға сенеді, сонша береді. Мысалы айтады ғой, Құдай көтере алмайтын жүк бермейді дейді ғой. Енді қалай бәрі сұрайды ғой, Құдайыма миллион берші деп сұрайды. Шымкентте тренинг жүргізіп жатыр. Әйелдер отыр. 100 адам. Зал толды. 100 адамның 80-іне бүйтіп жауап берді. Мен айтам, сіздерде миллион болса, қандай қауіп бар? Неге миллионды көтере алмай тұрсыңдар десем, үндемейді. Сөйтіп сұрадым, миллион бар, көз алдыларыңа елестетіңдер, қандай қауіп болып жатыр десем, 80% біз күйеуімізден ажырасып кетеміз. То есть миллион ақша бұзады деген. Ақша бұзбайды. Деп ойлап тұр ғой. Ол уже бұзылған. Ол уже жүрегімен кетіп қалған күйеуіне. Уже сезім жоқ күйеуіне. Балалар үшін төркінім не дейді, жұрт не дейді, ұят болады деп жүр. Оның уже жаны ана жерде өліп қалған. Просто ақша болса, хотя балалардың жағдайын реттеймін деп. Ақшасы жоқ, содан кейін анадан күйеу, содан кейін күйеу тиран. Енді ер адамдар отыр. 100 адам. Ақшаларың болса қандай қауіп бар десем, зина, тәкаппарлық, казино, көтере алмаймыз. Енді бұлардың ақшасы болса, бұлар бұзылады. Бұзылса, көтере алмайды. Көтере алмадың бермей тұр. Бірақ қызығы неде білесіз бе? Оларға Құдай ақша бермесе де, олар сол жүректеріндегі күнәлар үшін уже жазасын алады.
Өйткені ақша просто масканы шешпей тұр да. Иә. Ақша оның ішкі болмысын көрсетіп жібереді. Ол ақшасы жоқ, тәкаппар. Просто ақшасы жоқ, бұның қысып жүр да. Иә. $2,000 түсе ма, демала алмай, талтаңда. Сөйлей алмай қалады. Өте көп соның ішінде қазақта, иә. Сондықтан бұл жерде таксиге сіз экономға отырасыз ба, бизнесқа отырасыз ба. Мен мысалы қазір осы жерге келдім, бизнес шақырдым. Өйткені мен жерге машина қою, маған жақында ғана бір машина сыйлады. Автосалон. И есіктің алдында 4 күн ғана болған жаңа машина тұр, 25-ші жылғы. Ішінде технологиясының бәрі күшті. Бірақ мен таксимен келдім. Неге? Өйткені парковка жоқ. Сөйтіп бизнес шақырдым. Қарасам 20 минуттық жер, 10 минуттық жер 20 минут көрсетіп тұр. Бизнес 7 минут келеді дейді. Комфорт терсем 2 минутта келеді дейді. Иә, комфортта тез. Комфортпен келдім. Комфорт тез келеді. И мен бизнесқа отырсам да мен өзгермеймін. Иә. Мен бүгін мысалы обедке дейін мен бүкіл жұмысымды велосипедпен бітірдім. Шаң, суық, газ, қалада велодорожканың бәрі тесік, шоссейный велосипед даңқ ұрады. Сөйтіп анда бардым, офиске бардым, жаңа магазинге бардым, салынып жатқан квартираға бардым. Сөйтіп сол велосипедпен тезірек бітірілді. И мен велосипедпен болсам да, жаңа машинамен болсам да, бизнес болсам да, жаяу жүрсем де, мен қандай нұрлымын, сондай. И мен үлкен ақшаны көтер алып тұрмын. Аллаға шүкір. Көтер алғаннан кейін Құдай береді. Бұрын менде бұлай қорқыныш болды. Менде көп ақша болса, екінші әйел аламын деген қорқыныш болды. Еркектердің проблемасы ғой. Бұрын сондай еді ғой. И мен Құдай осы үшін бермей жатқан шығар деймін де, тәубе етемін ойыма. Айтам, менің әйелім өзі айтпаса, мен екіншісіне бармаймын. Мен Құдай мені зинаға жеткізбей жанымды ал. То есть мен үшін үлкен ақша ол зина болып кетуі мүмкін болып тұр. Хотя 20 жыл болды исламда жүргеніме, зинаға жоламаймын. Құдай алыстатсын. Бірақ көп болып кетсе, біраз адамдардың көтере алмайтынын көремін. И сондай менде де болып кетемін деп қорқамын. То есть менде миллион бар. Миллионмен мен зина жасаймын. Зина жасасам мен Құдайдың ризашылығынан алыс кетем. Ризашылықтан кетсем тозаққа барам. Миллионмен тозаққа барғанша ақшасыз мен жәннатқа бармаймын ба деп сөйтіп ойлаймын да. Сөйтіп адамдар сөйтіп ойлайды жалпы. Бірақ зинақор іште отыр. Менде өзім қорқыныш ондай жоқ екен. Аллаға шүкір. Содан кейін беріп жатыр да. Ал енді сізде форумыңызда 5000 адам жиналса қандай қауіп бар? Ешқандай қауіп жоқ менде. Қанша адам жиналды? Негізі бізде бары 1300 ғана ғой орын. Иә, бары 1300 орын. 1300 орын. 1300 орын, бірақ біздің оның бәрін егер шындап соның бәрі толатын болса, менде жоспар дайын тұр. Оны мен көмекшілерім 5000 адам болса. 5000 5 есе көбейсе қандай қауіп бар? Одан қауіп көріп тұрған жоқпын. Қайта жасалатын жақсылықтардың көбі саны көп. Ақылмен көріп тұрсыз, бірақ 5000 жиналмайды. Иә, ол өйткені өзі 1200-лік орын ғой. Жоқ, дұрыс қой, енді Дворец Республикында шешілсе болады ғой. Біздің ниетіміз масштаб қой. Иә. А біз күшімізге сенеміз де, соған қарай зал аламыз. Бірақ одан да 5 есе көп болып кетсе, мысалы көктемге 5000 адам болса, қандай қауіп бар? Ақылмен қауіп жоқ. Қауіп жоқ. 5000 адам жоқ. Өйткені ол ақшаны мен қолыма ұстап көріп жүрген адамдармын ғой. Мысалы адамның санынамын да. Ол жерде ол мәселе ақшада емес. Бұл жерде мәселе 5000 адамды көтере алуда. 5000 дегенде мен қазақ аналары өзімнің қоғамдық бірлестігім арқылы 5000 адаммен талай іс-шаралар жүргізіп жүрген адам. Түсініп тұрмын. 5000 адамшы. 5000 адам менде. Стадиондарды жасап жүрген адам. Мен үшін ол қорқынышты емес. Мен үшін қайта осы 5000 адам осы нәрсені, жақсы нәрсені тыңдады ма? Осыдан жаңағы жақсылық нәрсенің масштабқа көбейді ма? Ана болады ғой, бір миссияңды нетіп, бір одан мен 5 миллиард тапқан адам сияқты өзіне уақыт сезінеді. Стадионды қандай проектпен? Ол зымыран ба? Жоқ, зымыран емес, бұл қазақ аналар дәстүрге. Иә, зымыраншы. Зымыран 5000 адам. 5000 адам, ал егер расында да болатын болса, бізде тағы да жаңағыдай жастарды оқытатын проекттар тұр. Бірақ оның енді қаржыландыру болмағандықтан, ол әзірше заморозкада тұр. Вот вопрос в том, что сол заморозка размораживаться етіліп, қаржылану бір жерден кеп қалса, сіздің дайын болғаныңызды көрсетеді. Біз іштей бірдеңкені қорқып, содан бір қауіп көріп тұрған кезде, Құдай сол кезде алыстатып тұрады да, бермей тұрады. Мен қорқыныш жоқ, бізде дайын идеяға толы адам болғандықтан кейін де мен мысалға ол жерде жастарға қатысты күшті біз проекттар дайын тұр. Қайта ол ақша түсті екен,
біз соны іске асырып жібере саламыз. Зымыранға қанша адам жиналды? Зымыранға қазір енді әзірше жартысынан көп жиналды ау деймін. Жартысынан көп жиналды. Жартысынан. Құдай қаласа уақыт жеткенше толып қалады. Деген ниеттеміз. Бірақ ниетіңіз 1000 адамға пайда тию ма, әлде 5000 адамға ма? Зымыран арқылы. Зымыран арқылы біз негізі Қазақстанды қамтығымыз келеді. Иә. Қазақстандық 5000 аз ол. Иә. Иә. Енді бірінші 1000-дан 5-ке жетуіміз керек. Иә, жаймен. 5-ті 5-ке көбейткен кезде или 3-ке көбейткен кезде 15-25 болады. Бірақ 5-ке әлі жете алмай тұрмыз. Қазір бізге Құдай пока 1300 ғана беріп тұр. Шүкір дейміз. Иә, соған шүкір дейміз. Иә. Бірақ 5 келу үшін біз 5-ке кіруіміз керекпіз де, сол жерден қауіп іздеуіміз керекпіз. Қауіп іздеуіміз керек Иә. пе? Сол қауіпті тапқан кезде, Аха. рухани, эмоционально шешкен кезде Құдай 5000 адам бере салады. То есть Динараны 2 қылып жібереді. Бәрін екеге. То есть или Динара 2 болып кетеді. Иә. Оның кругозоры расширяться етеді, көмекшілер алады. Анау күшейеді, мынау күшейеді, видеограф күшейеді, мен сияқтылар көбейеді. Сөйтіп пық етіп келе қалады. То есть по факту қазір 1300. По факту 5000 емес. Сонда мен 5000-нің қорқынышын табуым керек. Иә. Соны тапқан кезде Құдай береді. Қазір неге бермей тұр? Өйткені Құдай көтере алмайтын жүк бермейді дейді. Значит, көтере алмай тұрмыз. Түсініп жатсыз ба? Мен қазір 50 адам айына оқытам. Иә. И маған 100 адам келмейді. Өйткені мен 100 адамға шамам жетпейді. 100 адамның несінен қорқасың сен өзің? Мен физически үлгермеймін олардың бәрімен жұмыс істеуге. Значит, мен куратор алуым керек. Мен куратор алуым керек. Дәл өзім сияқты қалған 50-үне көңіл жетпей тұрады ғой. Шәкірт тәрбиелеп алуым керек. Шәкірт болған кезде олар мен сияқты болу керек қой. Бірақ иә. Мен сөйтіп бір-екеуін дайындадым. И олар кеп жұмыс істей бастаған кезде, ана келген адамдар ананың артынан кетіп қалып жатыр да. Дұрыс. Түсініп жатсыз ба? Иә. И содан олар ренжиді. Біз сізге келдік, а сіз бізге басқа біреуді беріп жердіңіз дейді. И мен бұны қазір рухани реально көтере алмай тұрмын. 50 адам былай көтеріп тұр. Ай сайын 50 адамнан артық келмейді болды. Бірақ ол да жеткілікті күшті. Бұл да мен үшін үлкен инсайт болды. Иә, сол ғой, соны сізге жеткізгім келіп тұрған сол еді да. 5000 адамның қорқынышын табу деген бірақ тауып алам. Жақында бір қыз келді. Жақында бір қыз келді. 9 жыл болды, көтере алмай жүрмін дейді. Көтерсең қандай қауіп бар десем, мен Шымкентскиймін ғой дейді. А күйеуге Теміртауға шықтым дейді. Теміртаудың адамдары біз сияқты майдалап сөйлемейді дейді. Тақ еткізеді дейді. И мен оны балам ондай болғанын қаламаймын дейді. Ойбай. Бірақ денсаулығы жақсы, күйеуінде де жақсы, бірақ бала көтере алмайды. Өзі разрешение бермей тұр ғой. Өзі бермей тұр ғой. Мен айтамын, айналайын, бала кімнің тілінде сөйлейді? Анасының тілінде. Анасының тілінде сөйлейді. Анасы кім, баласы ғой? 7 жасқа дейін ол сенің қасында жүреді. Иә. Значит, ол қалай болса да Шымкентский болып сөйлейді десем, дейді. Сосын күйеуі кірді. Күйеуіне айттым, сіздерге хотя бір жарты жыл Алматыда тұру керек деймін да, нейтралкада. Оған ананың қорқынышын айтпадым ғой. Иә. Нейтралка шықты, 2 аптадан кейін звондайды, мен аяғым ауырды. Ой, Алла, шүкір. Бір шәкіртіміз бар, Нұргүл деген, Ақтаудан, сізге ұқсайды. Тоже байлаушпен жүреді. Вторичное бесплодие дейді ғой. Уже бір 10 жылдан астам екінші баласын көтере алмай жүр. В общем, осыдан 2,5 жыл бұрын оқып, бізден сабақ алып, сөйтіп наставничество алып кеткен. Жақында Алматыда Арбаттың бойында Ocean Basket деген кафеде тамақ ішіп отырмыз, шай ішіп отырмыз. Жаңа группаның шәкірттерімен шай ішіп отырмыз. 5-6 тауық қалған. Сөйтіп коляскамен өтіп бара жатыр. Ұстаз дейді, мен танымай қалдым. 2,5 жыл болды көрмегенмін. Сөйтіп, это же я, Нұргүл, Ақтаудан келдім, қыдырып жүрмін, анау деп. Сөйтіп, мынау есіңізде ме, мен аяғым ауыр болып қалған еді дейді, сабақ онлайн оқып жүрді, 2-ші аптада аяғы ауыр болады. Сосын мен Ақтауға келген кезде бірнеше айдан кейін оның іші мынандай болып фотосы бар. Сөйтіп, ол Ахмат деп қойыпты атын. 1 жас 3 ай. Проблема несі болды ол қызда? Күйеуіне сенімсіз. Мен келесі ұрпағымды сенімсіздік. Келесі ұрпағымды бұл адамға қалай доверять етемін? Бұл қиын заманда, қауіпті заманға бұл баланы қалай әкелемін? Көтере алмай жүр ғой. Таза сөз көтере алмай жүрмін. И ол басындағы эмоциональный блок кетті ма, трубаларының бәрі ашылып, яйцеклеткасы шығып, маткасы жайлы болып, ананың сперматозоид фырт етіп өтеді, болды, көтересің. Енді расында да мен көбіне мынау тумай жүрген қыздардың жаңағыдай осындай проблемалары да бар. Содан кейін мынау былай ғой,
махаббат болмаған жерде кішкентай кезінде қиындық көрген. а, Бір, екіншіден сіз айтқандай, олар ақылмен күйеуге шығып кетеді, сезіммен Иә, емес, ақыл, сезім. санасып кетеді ғой. сол Санасып, анау сердцу не прикажешь дейді ғой. Санасып күйеуге шыққаннан кейін ол жерде тағы да проблема болады. Өйткені жүректегі махаббат Құдайдан ғой. иә Құдай үшін жақсы көріп тұрған адамның аузы сасық болса да былшылдатып сүйесің ғой. короче. Баланың көті сасық болса да сүйе бересің ғой. Ана жерде сезім жоқ, ақыл. И оның аузынан малинаның иісі шығып тұрса да жек көрінішті болып тұрады. Отвращаться етіп тұрасың. Дәл сол сияқты жүрек, сезім, мына рухани тыныштық ең керек нәрсе адамдарға. сезіммен алшақтаған кезде адамзат баласы білмеймін енді әдемі формадағы малға айналатын шығар менің ойымда. Өйткені баяғыда біздің әжелеріміз айтатын, ауылда мен кемпір мен шалдың қызымын ғой, өмір кемпір шалдардың тусовкасында жүретінмін, ал өмірдің тағдыр келемде қазір ылғи үлкен аналарды бастап жүрмін ғой. Қараш, соларды жақсы көргенім ба, білмеймін енді неден ол келген, оның психосоматикасын білмеймін екен. Ата көрген, әже көрген деген айтатын еді ғой. Иә. Сол атасы мен апасының тәрбиесін көргендер кішкене басқаша болды. Біз де сондаймыз ғой. Иә, соларды аңсап тұрам. Бірақ ол жерде тағы да бір нюанс бар. Керек емеспін деген. Мама мен папама керек емеспін ғой кішкентай кезде. И сондай адамдар өскеннен кейін керек екенін дәлелдегісі келіп, үлкен аудиторияларға шығып кетеді. Солай екеумізбен сіздің проблемаңыз, иә. Бірақ мен бұны 2 жыл бұрын түсініп алдым да. Бұны прорабатывать еттім. Мен мына жерінде бір сезім бар. Енді қалай проработка жасаймыз оны біз? Проработка жасау үшін жеке консультация, кеудеңізге күшпен ауаны табасыз, ауаны жібересіз, критический ситуацияны табамыз, көмегіңізге или мына жеріңізге келіп түйіледі. Соның ішінде кішкентай керек емес айгүл бар. Керек емес болып қалған жерге барып, сол жерде нейрондарды іздейміз. Инстинкты, решение, выводы деген. Сол жерде логический связьдардың бәрін үзіп, сол жердегі көзқарасты өзгертіп, сөйтіп прогрессиямен бүгінгі күнге қайтасыз, сол байқайсыз, сезім жоқ. И уже арғарда компенсация болмайды. Иә, мен білем, 17 жасында сөйтіп зымыран проектісі аналардың бәрі жайымен қалады. Сіз өзіңіз үшін өмір сүресіз. Или болмаса, сіз сол жерде уже истинный предназначениеға шығасыз. Реально сенің қызметке бірінші клиентің деп жазып қоя берсең болады. Бізде кешірім өтінемін, очередь. Декабрьдің 10-ы 12-сіне ма адамдар тізіліп тұр. Мен оған дейін и так болсамаймын. Алла берсін, мен сен клиентің болайын. Өйткені былай ғой, біз қазақтар қашамыз да осыдан. Неге ауруын жасырған өледі деп ұят дейміз да. Не ұят? Психологқа барсақ ұят дейміз. Анаған барсақ ұят дейміз. Біз ойлаймыз ғой, психологқа бару деген ол психопат болу керек. Психолог кеткен деп ойлайды. Ондай емес. Ал былай қарасаң, әр жерден информация алу. Мен мысалға баладан үйренуде де ұялмаймын. Әр кішкентай баланың өзінен сұрауға да ұялмаймын. Өйткені бұған мүмкін өзімнің мынау актерлық нем ба, мамандығым көмектесе ма, менде о жағынан ұят деген нәрсе жоқ. Бірақ мен 17 жасымда әжем қайтыс болғанда мен далада қалған, жетім қалған бала сияқты сезгенім рас. Туған анаңыз қазір аман? Бар, Аллаға шүкір, Астанада тұрады. Әке шешем бар. Мен оларға аға жеңге сияқты қараймын. Олардың сөздері маған өтпейді, заңдар маған өтпейді. Өздерінің балаларына өтеді. Осы жерде нәпсті сындыратын уақыт кепті ғой. Келді ғой, бірақ қазір міне мен соңғы кездері айтып отырмын ғой. Қазір мен олардың баласының рөлін ойнай бастадым өзім. Келе жатырмын да. Өйткені баяғыда былай болдық қой. Апа, аттарын ата жіберетінбіз ғой кей кезде. Біз кіші жүзде жаңа өзің айтқандай Теміртау сияқты сөйлейміз ғой. Кіші жүз қай жақтан ба? Кіші жүз Оралмыз ғой біздер. Оралдар тақ еткізіп бастан бір қоятын. Руыңыз? 12 Атабайұлы Тананың қызымын, Тананың келінімін, Тананың қызымын өзі. Содан Аллаға шүкір өзі бір мен барлық интервьюімде айтамын, жүрген жерде менің тәкаппарлығымды енді 100% болмағанмен жартылай махаббат сындыр. Ол менің күйеуім. Мен өзім кім екенімді жайлап түсіне бастадым. Кейін әйтеуір осы Алланың жаңа құдіреті жайдан жай бермейді ғой. Қыз берген жоқ, ұлдар ғана берді. Сол ұлдарды тәрбиелеп деп отырып, мен еркектің кім екенін таныдым, дұрыс. Еркекті ер азаматтарды зерттей бастадым. Оларға дейін еркектерді зерттеген сайын оларға деген құрметім аса бастады. Оларға деген құрмет жоғары болу керек екенін түсіндім. Енді Аллаға шүкір көп нәрсені түсініп, қазір өзім ата-анама мен қазір бала болғым келеді. Бағанағы берген айтылған тапсырма бар ғой. Хат жазып, сосын алдыларына барып, зерлеп отырып, соның бәрін айтып. Соны істейсіз ғой. Сол кезде сіздің жүрегіңізде әке асқар тауып өсе бастайды.
анаңызда үлкен тау бола бастайды. Сол кезде сіздің өміріңіздегі әйел, еркектер, любой жаңағы өмірдегілер, олар сізге келген кезде басқаша болып тұрады. То есть барлығы благодарны болып тұрады ғой. Аллаға шүкір ғой, благодарностьқа, бірақ мен әлі күнге дейін балалық позициядан кетпегенді түсінемін. Өйткені мысалға ойлайсың, қазір мен 54-тегі әйел, бірақ әжелерді көрсем жылаймын. Қараңызшы. Сол ғой триггер. Кішкентай кездегі әжеңіз. Кішкентай әженің қызымын ғой. Әжем маған өлгенін айтпай, олар жаңағы айтпайды ғой, қыз институтта, мен Алматыда оқып жатырмын, олар Оралда әжем өлгеннен кейін көміп тастайды, содан кейін барып айтпайық дейді ғой. Біз сөйткен ол нәрсе мені сол қалып қойып тұр ғой. Қай жерде тұр? Көмейіңізде тұр ма? Кеудеңізде ме, ішіңізде ме? Жоқ, мына жақта тұрады. Көбіне бер айтқан кезде. Сол сезім күшейген кезде қандай болып қаласыз? Жаман, керек емес, әлсіз, бейшара. Жоқ, ондай нәрсе менде жоқ. Бірақ мен көмейіңіздегі нәрсе уже травма. Да, травма. Мен әжемді барамда, әр әжеде үлкен кісіден әжемнің түрін іздеймін. Жоқ, дұрыс қой, іздеген кезде көмейіңізге келеді. Иә, сол көмейдің ішінде кішкентай Айнұр бар. Иә. Жаман, керек емес, әлсіз, бейшара. Сол керек емес болып қалатын шығарсыз. Керек екеніңізді дәлелдеп әжеңіз дейсіз. Күн сол мен әжеме көрсете алмаған, әжеме мынандай нәрсе жасаймын деген ой болды ғой. Сізде керек емес, сізде жаманмын деген кінәлі сезім. Чувство вины. Чувство невыполненного долга. Әжем үшін бірдеңе жасаймын дедім ғой мен. Жасаймын дедім, жасай алмадыңыз. Әжеме жасай алмадым да. Содан есіңізге түскен кезде көмейіңізге келіп тіреледі. Иә. И бұл нәрсені сіз кішкентай кезіңізде 7-8 жасыңызға дейін бір жерден үйреніп аласыз. Есть маленькая, плохая Айнұр. Соны переобучать ету керек. Консультацияға келген кезде соны прорабатывать етеміз. Мынау кеткеннен кейін уже келесі әжелерді көрген кезде айналайын. Спокойно қарайсың ба? Иә. Мынау оянбай. Әжелердің бәрін сүйем ғой. Бәрін сүйем. Сосын бір өзіме әжемнің ана жерден бір деталін көріп қоям бір ападан. Ана жерден бір әжеден бір деталін көрем. Триггерлер ғой. Триггер, провоцирующий напоминание. Кішкентай кезде. Кішкентай. Оны мен өзім жақсы білем. Қайта міне 4 жылдың ішінде мен есейдім. Керемет. Бірінші, екінші жылдары оны мойындаймын. Сахнаға бірінші шығам, апалар деймін да, егілтек жылап алам. Содан кейін мен сөйлейтінмін ғой. Қазір мен... Сіздің целевой аудиторияңыз апалар сияқты ғой? Көбі. Ана мамалар апа болмай тұрып жүректерін жаулап алайын деп бастайды. Сол, менде Қазақстанның апалары мен үшін жандарын береді ғой. Керемет. Жандарын береді. Менің күндегі таңертең тұрасың, 1000 апаның батасымен тұрам, 1000 апаның батасымен жатам ғой. Мамаңыз бен папаңыздан. Аллаға шүкір. Енді ата-анама енді бала болып жүрмін. 52-ден бастап бала болып жүрмін. Апа, не істеймін деп, кәдімгі олмен ақылдасып, енді ғана мен оларға бала болып жүрмін. Керемет. Любой әңгіме жүректен шыққан кезде ол жүрекке барып қонады. Ақылға салып алып, дайындалып алып айтасың ғой. Адам бүйтіп тыңдайды да, мынау что-то бір түрлі екен ғой деп жүре береді. Мен ешқашанда дайындалмаймын екен, ешқайда. Алланың бергені бар. Аллам аузыма сөз сал деймін де шыға қоям. Болды. Менің осы Аллаға сенгелі көптеген жаңағыда айтып отырмын ғой, түсінік дегенде, жаңа түсінбей жүрген нәрселерімді өзім түсініп келе жатырмын да. Бұл мен үшін үлкен, өзім үшін үлкен жетістік. Бұны не үшін айтып отырмын? Осы жердегі тыңдармандарға жаңағы тәкаппарлықтарын жоқ, мен аған бармаймын, анада ұят болады деп өз-өзін қинағанша, тура өзің сияқты мамандарды тауып алдына барып, осындай жаңа керекті нәрселерін өз орнына қойып, рахаттанып өмір сүрсе екен деген ниетпен айтып отырмын. Мына апам әлі 54-ге келгенше ештеңе білмейді екен емес, білмесем білмейтін де шығармын. Бірақ бір адам бәрін білуі де мүмкін емес. Адамзат баласына тән нәрселер бар. Біз бәрін білетін болсақ, онда ол адам емес біз да онда. Әркімнің өзінің, мысалға Нұрлан інім психосоматиканы жақсы білетін болса, мен салт дәстүрді мүмкін білетін шығармын. Солай ғой? Және өнерді жақсы білетін шығармын. Сол сияқты әркімнің өзінің білетін нәрсесі бар. Қазақта айтады, білетінім 9, білмейтінім 99 дейді. Сондықтан өтірік намыстың қажеті жоқ. Білмейтінімізді білмейміз деп айтып жүрейік. Барын бар, жоғын жоқ. Жоғын жоқ деуіміз керек. Дұрыс. Жүректер бәрін сезеді. Қымбатты оқырман, мына қараңыздар, 1,5 миллионға алатын сабақты сіздер Зымыран форумында 15-ақ мың теңгеге, 10-ақ мың теңгеге алады екенсіздер. Құдай қаласа. Алла берсе. Кездескенше күн жақсы болсын.